Екі магазин тұр, біреуінде QR болса, біреуінде QR қабылдамаймыз десе, жаңа QR-ға барады. Сондықтан заң жолымен жұмыс істейтін кәсіпкерлердің қазір тасып өрге домалайтын уақыт. Оданша ол салықты біз мемлекетке бергеннен кейін мешітке барып берейін, садақа болсын. Әкімдер халықтың алдына есеп бергенде орташа жалақы 360 мың болды елімізде, табысымыз өсіп жатыр, халқымыз жағдай күшті деген сияқты. Бірақ ол ешқандай әлеуметтік көрсеткіш емес. Кедей ел екенімізді әлі ашық мойындаған жоқпыз, бірде-бір баяндамада. Қазақстан кедей мемлекет деп айту керек едік. Негізі айтып, сонымен кедейшілікке қарсы күрес бағдарламасы деген бір программа ашып. 5% дегенге ешкім сенбейді. Президенттің өзі де сенбейді, өйткені президент 900 мың адам жұмыссыз жүр деп келтірді. Ақшасы қорланып қалған азаматтардың үй алуына мүмкіндік берген шығар. Бірақ қалған 16 миллион адамның енді сол үй сатып алуына мүмкіндік жолын жауып тастады. Біз қандай бағытта дамимыз? Қандай біздің бет бейнеміз болады? Экономикалық шикізаттан жарайды кетеміз ертең. Қандай боламыз сонда? Ұлттық қор балаларға ол таза саяси бір идеологиялық патриоттық жоба. Оны экономикалық несі жоқ. Көтеретін. Біз мысалға 30 жыл бұрын туған біз болдыңыз. келер ұрпақ едік қой негізінде бізде. Солай емес пе? Сізді ұрпақ деп есептеген жоқ қой. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы, мен Абай Сейфулла. Бүгін біз еліміздің экономикалық саясатын, салық мәдениеті тақырыптарын қозғаймыз. Сол үшін студиямызға, Алматыдағы студияға белгілі экономист Мақсат Халықты, содан кейін қаржы сарапшысы Айбар Олжай мырзаны шақырып отырмыз. Енді екеуіңіздің де айтып жүрген, қозғап жүрген тақырыптарыңыз бір-біріне ұқсайды. Бүгінгі шығарылымның да мақсаты осы төңіректе болатын шығар. Себебі 2024 жылы басталғалы бері елімізде салық мәселесінде, қаржы саясат мәселесінде бірқатар өзгерістер болды. Халық түсініп үлгермей жатыр. Ел арасында түспеушілік мәселелері көбейіп жатыр. Сол себепті бүгінгі подкасттың мақсаты да халықты сауат ашу, түсіндіру деген бір мақсатпен алғанымыз дұрыс шығар. Сол себепті қош келдіңіздер. Осындай елге түсіндірейік, елге айтайық деген ниетімізді қолдағандарыңыз үшін. Енді 2024-тегі басты өзгеріс ол жалпы ұлттық декларация деген дүниенің кіруі. Бізде болған жоқ. Мемлекеттік қызметкерлер осы 2 жылдан бері квази ұлттық саладағы мамандар жалпы ұлттық декларацияға қатысып келді. Енді халықтың барлығы өзінің табысын ашық көрсету үшін декларация толтыру керек деген дүние шықты. Бірақ оны түсінбейтін, неге, не үшін мен табысымды көрсетуім керек, онсыз да күнімізді әрең көріп отырмыз деген халық өте көп. Осы дүниеден бастап түсіндірейік, бұл бізге халыққа не береді, мемлекетке не береді, және халыққа бұдан қандай да бір қорқатын шеті бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Салық, енді афоризм бар ғой, Құдай мен салықтан ғана қорық деген. Салық ол бәрімізге келеді, бәрімізге қатысы бар нәрсе. Жалпы біздің күнделікті өмірімізде жеп отырған тамағымыздың бәрі негізі салық, ішінде салық бар. Сондықтан мемлекет түгел осы процестерді реттеуді қолға алды. Ол негізі 2020 жылдан бері қарастырылған болатын. 3 кезең, 4 кезеңге өзі бөліп неткен. Ең алдымен мемлекеттік қызметкерлер тапсырды. Мемлекеттік қызметкерлері ол жағынан проблема болған жоқ. Оларда жұмыс орындарында бәрінде жаңағы инструктаж бәрі өтті. Олар тапсырды. Входной декларация дейді. Ең бірінші декларация 250-ші форма. Жаңағы мен қолымда қазір не бар деген сияқты. Ақшам бар ма, қолымда осындай ақша бар, осындай дүние бар, зат бар деген сияқты, бәрі көрсетеді. Одан кейін ол заңдастырылады. Ол заңдасады, болды, сен көрсеттің. Демек осындай зат соған ол затқа ешқандай әңгіме тумайды. Декларация ол одан кейін декларацияланбаған дүниенің қайдан пайда болуына кейін сұрақтар туады, ол заңдаспаған, көрсетпеген болғандықтан. Осының барлығы бізде негізгі салық декларациясының негізгі идеясы салық мәдениетін енгізу, салық мәдениетінің негізгі астында түпкі идеясы ол көлеңкелі экономиканы толық жою. Жем ұшынан жалғасқан, жаңағы қолма-қол ақша, ондай алыс-берістерді тоқтату, бәрін ашық шынайы режимге өткізу. Бұл біздің мемлекетімізге тұрақтылық береді. Себебі біздің мемлекетіміз негізі үлкен өзгерістер фазасын алда тұр. Өйткені біз баяғыдай шикізаттық ренталық экономика болып қала алмаймыз. Енді оны өзіміз де түсініп отырмыз. Біздің бюджетіміздің негізгі кіріс көзін салық құрау керек. Сол қанша салық жинадық, біз соған өмір сүру керекпіз. Салықтың бәрін жинаймыз. Сол мұнай болашақта жалпы өзінің рөлінен кетеді. Мұнай біздің экспорттық түсім ретінде бізге бір пайда келетін фактор ретінде болмайды. Мұнай. Оны алдағы жылы қарағанда өзімізден түсінеміз. Бәрін қазір жасыл экономикаға ауысамыз, декарбонизация болады, одан кейін
бензинмен жүретін машиналар да болмайды, мұнай тек қана жаңағы полимер жасайтын, соған ғана нефтехимияға кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан біз қазір осы мәселені реттеп алмасақ, кейін бізге өзімізге қиын болады. Қазір реттеп, халықты үйретіп, 2-3 жылда осы кезеңнен өтсек, одан кейін біз салықтың арқасында салық жинап, бизнесті жүргізіп, жасап, бизнес төлейтін, азаматтар өзінің кәсіпкерлік табысын төлейтін салықты төлеп, соны ортақ қазанға бюджетке жинап, соны біз әділ үлестіру, әділ бөлу, оның бөлу ашықтығында қамтамасыз ету, сол жолына келетініміз. Демек, қазір мемлекет азаматтардың барлығы өз табыстарын ашық көрсетіп, одан салық төленер деп шарт қойса, одан кейін мемлекет өзіне үлкен міндеттеме алу керек. Осы жиналған салықты әр тиын, әр салық төлеушінің әр тиын қайда кетті, қайда жұмсалды, ол дұрыс па деген бәрін ашық көрсету керек. Сонда 1-2 жылда біз осы процесске ақырындап ене бастау керекпіз. Өтпелі кезең, қазір 3-ші салық мәдениетін енгізудің 3-ші кезеңі, одан кейін біз 4-ші кезеңге өтетін боламыз. Ал 4-ші кезең біткеннен кейін жалпы осы біз айтқан режим, жалпы осы жағдай орнауы тиіс. Мәке, неге халық шошиды осы декларация толтыр десе? Енді халықтың барлығы шенеунік емес, олар өздері күн көріп отырған азаматтар ғой. Толтыра салса нең кетті дегенсе, халық... Дұрыс, сұрағыңыз орынды. Бұл жерде ең бірінші кезекте халықта үкіметке сенім жоқ. Бұл қаңтар оқиғасынан бері қарай жалғасып келе жатқан жағдай. Халықта үкіметке деген сенім жоқ. Үкімет әлі халықтың алдындағы сенімділік индексі дейміз, сенімділік көрсеткішін әлі жақсарта алмай жатыр, шынын айту керек. Не істесе де, қалай істесе де, үкіметке деген халықта сенімсіздік өте басым. Ол салықты жарайды төлейміз, ол қалай болады, жаңағы ол бюджет қалай құралады, және де ол қаражат қайда жұмсалады. Жай ғана 100 мектеп бағдарламалары болды, ал бірақ ол салынған үйлер бар, мектептер бар, қабырғалары құлап тұрса мысалға, арада біреулер шапкаларын шешіп алса, талан-тараж болып жатса, ашықтық жоқ болса, қалай біз оған сенеміз, қалай біз оған береміз? Оданша ол салықты біз мемлекетке бергеннен кейін мешітке барып берейін, садақа болсын. Мен өйткені ол нақты білем, жақсы қайырымдылыққа жұмсалып жатқан. Ал мына жаққа кеткен ақша ертең көпбалалы аналарға беріледі дегеніне, ол мүгедектерге беріледі дегеніне, басқа жағдайларға кім сенім береді? Ешкім кепілдік бермейді. Қалай оған сенеміз? Егер де шын мәнінде сыбайлас жемқорлық өріп тұрса деген сияқты сөздер бар. Сондықтан да осы азаматтарымыздың ең бірінші критерийі осы ашықтық пен мөлдірлікке келіп тіреледі. Енді демек үкімет халықтың алдындағы сенімін арттырамын десе, барынша әділ болу, барынша жаңағы ашықтық функцияларын қосу керек, көрсету керек. Ол ақша қайда жұмсалып жатыр, қандай мақсатта жұмылдырылды. Сол кезде жаңағы Айбар бауырымыз айтып отырған салық мәдениеті өзінен өзі қалыптасады. Өйткені дамыған мемлекеттерді қарасақ, салық негізгі бюджеттің 90% кірістілігін жоқ дегенде құрайды. Бюджеттің негізгі кірістілігін құрап береді. Және оның барлығы сол салықтан жинақталады. Ал ол салықты халық жарысып төлейді. Ол мемлекеттерде менің даусым және менің салығым деген ұғымдар, бұл қастерлі ұғымдар. Сөйтіп қарастырылады. Қасиетті қастерлі ұғымдар. Дауыс беру үшін, өзінің дауысы үшін жанын береді. Соған таласады, соған барады. Тура сол сияқты өзін сайлаған азаматтарын үшін және олардың қабылдаған сенім үшін сенеді. Және де сол сенім оларды жаңағы салық төлеуге де итермейді. Мен салықты көбірек төлеймін, және мен сол елдің азаматы ретінде еркін жүремін. Өйткені менің салығым мүгедектерге, көпбалалы аналарға, тағы да әлеуметтік мәселелерді шешуге жұмылдырылып жатыр деп сеніп қарайды. Сондықтан осындай көрсеткішті барынша біз де насихаттауымыз керек. Бұны насихаттайтын үкімет, бұны насихаттайтын тура осы салық комитеті, ар жағында қаржы министрлігі, экономикалық блок үкіметтің. Олар 1-2 жыл бұрын осын жасау керек. Олар жасап жатырмыз дейді де, біз насихаттадық, айттық дейді. Бірақ ол 1-2 бағдарламаға шығып айтқан көтерген мәселесі ол бүкіл мәселені шешті деген сөз емес қой. Біздегі үкіметтің ең үлкен минусы осы. Коммуникация жақсы қойылмаған, халыққа оны дұрыс түсіндірмеген, айта алмаған. Осы уақытқа дейін ол жалғасу керек еді және кең ауқымда жүргізілу керек еді. Ал енді қазіргі азаматтардың арасында салықтың төңірегінде болып жатқан түсініспестік, қайтадан қолма-қол ақша төлеуге өтейік, немесе қандай да бір дүрмек әңгімелердің болып жатқаны, неге біз бүкіл табысымызды көрсетуіміз керекпіз, ол үкімет неге біздің қалтамызға түседі деген сияқты сұрақтардың бәрінің болуы дұрыс түсіндірме жұмыстарын жүргізілмегендігі деп айтушы едім. Үкімет өз дайын емес, халыққа сендер ал төлеуге дайынсыңдар ма, төлеңдер деді де 24 жыл 1 қаңтардан бастап енгізіп жіберді. Соның әсерінен ғой жаңағы Каспий перевод дейміз ғой, Каспиймен аударым жасау қабылданбайтын болды дүкендер. Азаматтар қолма-қол ақша ұстауға көшіп кетті. Бұның барлығы шын мәнінде заңсыз ғой. Осыны түсінбей жатыр. Сатушы қолма-қол ғана алам дейді, азамат мен неге құқығым жоқ Каспиймен төлеуге дейді. Осы жерде бір түсініспеушілік туып жатыр. Осыны айтайықшы, бұл неден шықты? Каспий аударымдарға байланысты.
Каспий аударымдарына байланысты енді бірден айту керек, бұл әңгіме 3 жыл бұрын тағы көтерілген еді. Бірден сол уақытта Қаржы министрлігі бірден енгізіп тастайық, Каспий аударымдарын бәрін қадағалайық, өйткені ол жақта табыс жасырынып жатқан кәсіпкерлер бар. Сол кезде бақты жазылды. Оны кейінге шегерді. Және де ол уақытта ол ұсыныстары түсініксіз болып тұрды, өзі қалай іске кірісетінін, қалай оны қадағалайтынын түсініксіз болып тұрды. Сондықтан да біз де сарапшылар ретінде өзіміздің пікірімізді айттық, үкіметтің өйтіп араласа беретін жөні жоқ. Қайта мынау көлеңкелі экономикадан жарыққа шығып жатқан қаражатты одан ары қайтып қашырып алудың амалы болып тұр деп. Негізінде шын айту керек, осы банктік аударымдар, электронда осы аударымдардың барлығы үлкен үлес қосты, көлеңкелі экономиканың үлесін азайтты еліміздегі. Сол үшін біз осы банктердегі осы бағыттағы жаңашылдық жұмыстарына рахмет айту керекпіз. Үкіметке емес, дәл осы жүйелерге. Неге десеңіз, қарапайым статистиканы өзі сөйлеп береді. Осыдан 3 жыл бұрын елдегі жалпы көлеңкелі экономиканың үлесі жалпы ішкі өнімнің 30%-ын құрайтын еді. Ал соңғы деректерде ол 19%-ға дейін шегерілген. Демек, қазір бізде 100 триллион теңгеден астам қаражат бар десек, жалпы ішкі өнім жалпы көлемі. Осының 30% бұрын болатын, қазір 19%. Демек, 19 триллион теңге қазір көлеңкеде жүр деп айтуға болады. Бұл ресми мәліметтер, ресми сандар сөйлегенде. Тәуелсіз сарапшылардың берген мәліметтерінде ол 50-60%-ға дейін барады дейді. Демек, 50-60 триллион теңге көлеміндегі қаражат көлеңкеде жүр. Ол ешқандай фискалды чек талап етілінбейді, түбіртексіз жүрген төлемдер, алыс-берістер, жаңа конвертпен беріліп жатқан ақшалардың несінде кетіп жатыр. Демек, егер оның барлық жерде чек талап етілінетін болса, барлық жерде ол ақша жаңағы ашықтықта өтетін болса, табыстардың бәрі нақты көрсетілетін болса, жаңағы қаражаттың өзіне салынған салықтың өзін егер 10% деп қана алатын болсақ, онда қазіргі бүгінгі бюджеттің тапшылығы 5 триллион теңгенің көлемінде сол кіріс ретінде келетін еді. Қарапайым ғана бұл логика, былай айтқанда. Сондықтан да осы ақша айналымындағы мөлдірлік пен тазалықтың болуы өте маңызды. Сол үшін де қазіргі осы бағыттағы ұсыныстар, барынша цифрлық теңгенің енгізіліп жатқандағы әрекеттер, осының барлығы барынша көлеңкелі сектордың көлемін азайтып, барынша оны ақша айналымын ашық қылу. Міне осы бағыттағы жұмыстар егер тиімді жүзеге асатын болса, онда біз дұрыс бағытқа қарай жүреміз. Ал егер де қайтадан қолма-қол ақшаға өтейік, қайтадан бұндай процестерге деген әрекеттер жүзеге асатын болса, онда біз кері кетеміз. Қазір Айбар мырза, дүкенге барсаңыз, егер талап қоятын болсаңыз, жоқ, сіз маған қолма-қол төлесем де, сіз маған чек беріңіз деп сұрасаңыз, айтады. Мен күнімді жаңағы тағы сол әңгімеге келеміз ғой. Онсыз да 3% немесе то болса 12% төлеп жатырмын, бұл өте көп. Чек бермеймін, бұл әділетсіздік деген әңгіме шығарады ғой. Бұл қаншалықты дұрыс уәж? Егер кәсіпкерлер тарапынан айтылатын қазіргі салықтың жеке кәсіпкерге 3%, және егер жауапкершілігі шектеулі серіктестік болатын болса, кішкене ақша айналымы ұлғайса 12% ғой қазір. Сол үшін де уәж айтатын сияқты азаматтар. Барынша бұл жеңілдетілген ставка ғой. Кәсіпкерлерге басқа елдерде мысалы кемінде 7-8, негізі 15. Басқа елдерге барып бизнес ашатын болса, дүкен ашатын болса, онда 15%, оны ешқандай уәж айту арқылы ештеңе етемейді, барады да төлейді. Өйткені жауап жасайды. Біз градацияны жақсы жасаған, мысалы бізде ірі бизнеске салық жүктемесі 40% ғана жетеді. 20% КПН, жаңа корпоративті табыс салығы, оған қоса 12%, қазір 12% енді НДС бар, қосымша құн салығы, сосын әлеуметтік төлем нелері бар, сосын налогтары, онымен сол бәрі еспе 40%-ға жетеді. Мысалы, ірі миллиардтап ақша тауып жатқандар 40% төлейді. Өзінің несен EBITDA дейді, өзінің салық төлердің алдындағы кеп түскен түсімдерінен өз шығындарын алып тастайды, сол кезде EBITDA-сынан жаңағы осы салықтар төлей бастайды. Шағын кәсіпкерлерге мемлекет былай деген, барынша жеңілдетеміз және жеңіл режимдерге ауыстырамыз. Патент 1%. Патент 1%, өткенде естіп жатсыздар, бөлшек салығы деген бар. Ол жаңағы патент упрощенкадан да кішкене ыңғайлырақ, өйткені НДС несі жоқ, шегі жоқ. Ол 4%. Немесе қазіргі арнайы салық режимінде жаңағы 911 мен нететін жеңілдетілген салық режим деп аталады, ол 3%. Упрощенка ғой. Упрощенка 3%. Сондықтан енді жеке кәсіпкерлерге 1%-дан сол 3%-дің арасында салық енді обороты бір 5 миллион болса, одан салығы төлейтін бір 150 мың, мысалы жарты жылдың ішінде. Мысалы жарты жыл ішінде. Оны енді көптеп 1-2%-ды
қатты үлкен көп жүктеме деп айтуға келмейді. Мемлекет жалпы бұл шағын кәсіпкерлердің салығынан көп ақша бюджетке алып жатқан жоқ. Жылына қанша алады? 1 миллиард ала ма? Енді сол 1 миллиардқа енді асармыз. 900 миллиардтай сондай келді. 1 триллион. 1 триллионнан егер 9 миллиард сондай деңгейде келдік. Қазіргі салық режим жаппай енгізгенде де негізі көлеңкеде қалып отқан шағын кәсіпкерлер бір 200 мыңдай шығар. Өйткені негізгі супермаркеттердің барлығы қазір картамен қабылдайды, жаңағы QR жұмыс істейді, енді өздеріңіз жасайсыз желілер. Бізде тек қана сегмент қабылданмаған секілді сол базарлар, үйдің алдындағы кішкентай дүкендер, көбісінде QR бар негізі, мен білемін. Кейде істемей қалды дейді, кейде не дейді, кішкене ол несі. Бірақ мен ойымша оларға ең дұрыс жол осы салығын тыныш төлеп, содан кейін мемлекетке барынша өзінің жаңа талабын қоя алу. Қазір олар салық төлемесе мемлекетке өз талабын қоюдың өзі де мысалы ретсіз болады. Ал мемлекетке өз тарапынан да үлкен жұмыстар жоқ, салықты есеп беру, салықты әкімшілендіру деп аталады. Осы процесс барынша қарапайым халық мысалы переводты қалай жасайды, сол сияқты түсінікті өте болып өткені қазір кішкене қиындау, жаңағы комитет налогоплательщиктің ішіне кіру керек, немесе жаңағы салық ішіне кіру, ЕЦП болу керек. Тура мысалы мүмкін Каспий банктің өзіне, Халық банктің өзіне тікелей жаңағы соның ішіне қазір бар негізі, бірақ Каспийде бар, соны барынша ыңғайландырып берсе, содан кейін бірден штраф емес, жаңағы ең бірінші ескерту керек, бірақ ескерту кезінде түсіндіру керек. Сіз жаңағы консультанттар жетпей жатыр да, мысалы комитетінде сіз мына басқанда былай істеңіз, енді келесі жылда сондай жұмыс істесе нетеді. Бірақ мен бәрі ойлаймын, біз ақырда мынау тұтынушылар мен магазин тұтынушылар да қазір енді не емес, олар да өзіне ыңғайлы жағын алғысы келеді, олардың барлығы қағаз ақша ұстап жүргізгісі келмейді, өйткені тиыны бар, оның жаңағы кері сдача дейді, жаңағы кішкентай ақшалары бар. Сондықтан екі магазин тұр, біреуінде QR болса, біреуінде QR қабылдамаймыз десе, жаңағы QR-ға барады. Сондықтан заң жолымен жұмыс істейтін кәсіпкерлердің қазір тасы өрге домалайтын уақыт, қазір тіпті олар ана жақ QR алмаса мен QR аламын, маған келіңіздер деп мысалы клиенттердің бәрін тартып алып кетуге мүмкіндігі бар. Дегенмен 12%, жаңағы 3% деген көп емес салыстырмалы түрде. Енді 12% деген жоқ. Жеке кәсіпкердің бәрі не ғой? Жеке кәсіпкер емес, жаңағы одан үлкен кәсіп бар ғой. Орта ТО, оларда енді корпоратив табыс енді 12 ол НДС, НДС болса, одан бөлек тағы бар. Қосымша құн салығына шығып кетсе, жаңағы обороттары, онда НДС 12%, және жаңағы корпоратив табыс салығы оларда. Енді 10-дан 20% градациямен жүреді. Негізі ставкасы егер кішкене ірілеу бизнес негізіне келсе, онда 20%. Тағы бір уәж, онда халықтың жалақысын көбейтсін дейді. Бізге ашық сіз айтқан әңгіме ғой, ашықтықты қаласаңыз, онда табысты салық азайтсын, әсіресе ірілеу бизнестер. Сол уәж айтады. Ол сөз жоқ, халықтың табысын арттыру өте маңызды және керек дүние. Біз қаңтар оқиғасының негізі түрткі болған себептерінің бірі халықтың табысының төмендігі болатын. Және де ол жерде де біз нақты көріп тұрмыз, халықтың жаңағы ең төменгі жалақысы да өспеген көп жылдар бойы. Көп жылдар бойы ол бір 30 мың теңгенің маңайында тұрды. Жылына 1 мың теңгеге қосып қояды, өсіріп қояды, сөйтіп тұрды. Кейінірек 42.500 теңгеге ауысты, одан кейін 60 мың, 70 мың, енді мен 85 мың теңге, соңғы бір 2 жылдықта 2 есеге дейін өсіріп жетті. 42.500-ден бастап тез өсті ғой. Өсірдік деп айтып отыр. Бұның өзі үлкен жетістік деген мәселені айтады. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Бұл есептеулер дұрыс емес. Экономикалық нақты негіздемелері жоқ. Оны тиісті министрліктердің өкілдерімен сөйлескен кезде айттым. Қандай экономикалық негіздермен сіздер 70 мың деп есептегенсіздер. Оны түсіндіріп беріңіздерші деген кезде түсіндіре алмайды. Қазір 85 мың деп есептеп отыр, барлығы қазір 85 мың деп тұр, ол қалай есептедіңіздер ал? Қалай есептелесіз, айтыңыздаршы. Не үшін деген сияқты. Бұл бізде Қазақстанда есептелген кезде бірінші ең төмен күнкөріс шегін есептейді. Ол жаңағы тұтынушылық себет бар, тұтынушылық себеттің негізіндегі, соның ішіндегі негіз әлеуметтік маңызы бар тауарлардың барлығын өсімінің бәрін есептеп, бірінші ең төмен күнкөріс шегінен есептеп алады. Содан кейін ең төменгі жалақы ол содан жоғары болу керек көрсеткіш, соның төңірегінде есептеп шығаратын. Бұл біздегі кеңес жүйесінен қалып келе жатқан баяғы есептеулер солай. Ал енді әлем болса, ол баяғыда бұл жүйені қолданбайды. Ол жаңағы тұтынушылық себеттерінде бізде 43 тауар, мысалға Ресейдің өзінде 150 тауар, ал Европада ол 250 тауардан басталады да, 600-700 тауарларға дейін кете береді. Оған қатты қарап жатқан жоқ. Негізгі есептеулер, олар әртүрлі есептеу жолдарын қарайды. Бірінші кезекте
жаңағы орташа медиандық жалақы бар және орташа жалақы бар. Екеуін бөліп қарайды. Бірінші орташа жалақыны есептеп алады, елдегі қарайды. Сосын орташа медиандық жалақыны қарайды. Соның негізінде орташа медиандық жалақының 50-60%-ын бекітеді ең төменгі жалақы ретінде. Әлемде осы тәжірибе көбірек қолданылады. Және Ресей де оған көшіп алды қазіргі уақытта. Ал біз әлі оған көше алмай келе жатырмыз. Әлеуметтік кодекс қабылданды өткен жылы, және осы жыл емес, 2025-тен бастап біз сондай жолға түсеміз деген ойлары бар. Бірақ та мен айтып отырмын, оны күтудің ешқандай қажеті жоқ. Оны ертерек енгізе беру керек. Қайта сол кезде түсінікті есептеулер түсінікті болады. Және де ол не үшін есептелінеді? Себебі орташа жалақы мен ең төменгі жалақының арасында қатты алшақтық болмау керек. Сол кезде әділеттілік принциптері орын алады. Соны біз реттеуіміз керекпіз. Ал тағы да бір есептеудің жолы бар. Ол әлемдегі орташа жалақының 1/3-нен кем болмау керек. 1/3-ін алады да, соны орташа ең төменгі жалақы ретінде бекіте салады. Осы екі жолында да есептеп қарасақ, өткен жылдың жаңағы есептемелерінде бізде орташа жалақы 360 мың теңгенің үстінде. Сонда қараңыз, жаңағы медиандық жалақы орташа 240 мың теңгедей болып тұрды. Сонда оның тең жарымын алып қаратсақ 120 мың теңге бекітіп отыр. Тура солай, жаңағы 360 мың теңгенің 3/1 бөлігін бекітсеңіз де тағы 120 мың теңге. Сол логикалық тұрғыдағы қазіргі уақыттағы ең төменгі жалақының нақты экономикалық негізі болады. Сондықтан және орташа жалақы өсіп кете берсін, мейлі ол 400 мың болсын, ертең 600 мың болсын. Оған бізде мынандайда шенділер, үкіметте әкімдер халықтың алдына есеп бергенде орташа жалақы 360 мың болды елімізде, табысымыз өсіп жатыр, халқымыз жағдай күшті деген сияқты. Бірақ ол ешқандай әлеуметтік көрсеткіш емес. Ол шенділердің өзіне қайтара көрсеткіш болып тұр да. Неге? Өйткені қай өңірде орташа жалақы төмен, ол арифметикалық түрде есептелінеді. Бір адам миллион алады, бір адам 100 мың алады, екеуі де 500 мыңнан алады деген сияқты. Сонда қай өңірде төмен, демек сол өңірде жалпы табыс төмен. Сол жақта депрессивті аймақ болуы мүмкін, сол жақтың табысын өсіруге күш салу керек деген білдіреді. Ол халық үшін айтатын көрсеткіш емес. Ал бірақ соны есептеп аласыз да, ертең орташа жалақы 600 мың болса да тамаша. Ал біз тұрып аламыз да айтамыз, онда 200 мың болсын ең төменгі жалақы. Содан кем болмау керек деген нақты 3/1 бөлігіне ұстап отырсақ болады, мысалға. Осындай бір нақты принциптер болса, меніңше ол түсінікті болады. Және де халықтың ең төменгі жалақысы 200 мың болса, мысалға, өзге жалақылар оның үстінде болу керек деген сөз. Халықтың табысы бірден өседі. Медиандық жалақының жартысын қоюға, мысалы үшін 20-130 мың қоюға қазір біздің экономикамыз көтермей ма? Себеп неде? 85 мың есебін қайдан шығарады? Негізі, ол барынша азайтып көрсетіп бір себебі бюджеттік шығыстарға жаңағы қаржы министрлігі есептейді ғой. Мынаған кетеді, мынаған кетеді. Сол кезде жаңағыдан қорқады да, біз бюджеттік шығыстарға кіре алмай қаламыз, бюджеттің ішіне кіре алмай қаламыз. Себебі енді ең төменгі жалақының міндетті нормасы бар ғой енді. Ол сол ең төменгі жалақы осындай болса, ең төменгі жаңағы білмеймін, ауылда жаңағы кітапхана ашып жүрген адам ең кемінде мысалы 85 мың болса 85 мың алу керек. Егер 120 мың деп қоятын болса, олар 120 мың көтерілу керек автоматты түрде. Одан төмен жалақы мүмкін емес. Сол кезде ол және біраз компанияларында лобби болуы мүмкін, өздеріне төмен жалақы төлейтін, жаңағы кір жуатын, еден жуатын адамдарға оларға көтерілсе, оларда өзінің жаңағы фоттары артып кетеді ғой. Онда оплата тұрда. Сонда бұл жақта бір негізі бір лобби бар. Бұл лобби бар. Мысалы, бізде 17 мың адам жұмыс істейтін ірі компаниялар бар ғой, үлкен. Клининг компаниялар. Жоқ, клининг емес. Жаңағы мысалы қанша ArcelorMittalды алайық, мысалы, қазір Кармет деп, мысалы, үлкен адамдар, соның ішінде ең төменгі жалақы алатын адамдар бар. Мысалы, белгілі бір несі, жаңағы қатардағы қызметкерлер. Ең төменгі қызметкерлер. Мысалы, мемлекет ең төменгі жалақысын 120 мың көтерсе, олар бәрі сол адамдарға 120 мыңға көтеруге тура келетін болады. Сол кезде олар жаңағы калькуляциясын жасайды, жаңағы өздерінің алатын таза табыстар кішкене азая бастайды, фондтың жаңағы міндетті еңбек фондтың несі үлкейе бастайды. Сол кезде олар табысын айналады. Бұл жақта да кішкене бір енді манипуляциялар немесе бір лобби бар. Сондықтан Мақсатпен келсем, мысалы 85 мың неге 120 мың болмасқа, себебі 85 мың теңгеге өмір сүру мүмкін емес. Қазір Мақсат, маған 80 мың теңге беріп қояйық. Енді барлық карточкамызды бәріміз албасын бізден. Ешкімізге ақша бермесін. Біз мысалы бір айдың ішінде өмір сүре аламыз. Бізге эксперимент осы әріптестер жасап көрді ғой. Есептелмеген. Былай айтқан кезде Мақсат түшкеннен кейін уже ақшасы алады. Жоқ, бізде әріптестер, блогерлер жасап көрді. Мүмкін емес. Эксперимент жасап көрді ғой. Супермаркетке барып, бір апта өмір сүріп көрді. Ең арзан деген тамақтарды алды. Сонда қазір халық қандай? Кәдімгі Сомалидің ең арзан Африкада күнде $1 өмір сүретін деңгейге түсіп қаласыз. Сонда күнде жаңағы 85 мыңды неге бөлгенде
екі мың қанша 2000 теңгенің төңірегінде 2400 ба күніне 2400 ол бір бургер жейсіз бе егер бірақ онда далада тұру керексіз өйткені үйге төлеу керек если үйге төлейтін болса онда тамаққа ақша болмайды барып киіз тігіп алып отыру керек осы жағдайларды енді қарасақ мысалға енді мен өзім осы өткен жылда бір Америкаға жол түсті барып қайттық көрдік қалай өмір сүріп жатыр қандай сонда ең төменгі жалақы мысалы сағатына $17 есептелінеді да 15-17 доллардан одан төмендері де бар ғой 12-13 әлі де ондайларда кейбір жерде кезіктіреді бірақ та негізінен әр штатта әртүрлі болып бөлінеді бірақ былай қарасаңыз 17 деп алған күннің өзінде шамамен ол жақта теңгеге шаққан кезде жылына айына табатын табысы 1.200.000 екен ол жақта. Енді 1.200.000 теңгеге Америкада өмір сүруге бола ма деген сұраққа қарасақ, өмір сүруге болады. Әйтеуір егер де күнде шақырса, соның ішінде $700-800 жаңағы баспанасына жұмсаса, қалғанын үйтіп күн көреді. Әйтеуір әрбір нәрсені алып жеткізеді. Болмаса несие алады төмен пайызбен. Сонда сол жағы есептелінген да, мысалға ол логикалық тұрғыда әрбір керек затына жеткілікті қылып есептеп қойған. Енді біз айтып тұрған жоқпыз, бұл жерде біздің халықта Қазақстанда 1.200.000 болсын, ең төменгі жалақы. Не үшін ақшпен салыстырасыңдар деп ұрсама сосын. Ондай ұғым жоқ, ондай мәселені айтып тұрған жоқпыз. Ресеймен салыстырыңдар деп. Реалды түрде қарасақ болады. Мысалға ол жақта жалпы ішкі өнімі мысалға $60-70 да, мысалы жан басына шаққанда. Бізде $10.000. Демек 7 есеге соны бөле салған күннің өзінде жаңағы сомаға келеміз, 120.000 теңгенің маңайына келеміз да. Сондықтан да былай айналып келген кезде логикалық тұрғыда осының өзінде нақты көрсеткіш болып табылады. Ал бірақ та енді тағы бір мәселе бар, жаңа инфляция деген ұғым, біздегі тауарлардың қымбатшылығы, ол бойынша да біз рекорд қойып тастап отырмыз. Мысалға, ең рейтинг бойынша әлемдегі 10 инфляциясы жоғары елдің қатарында тұрмыз да. Инфляциясы ең жоғары елдердің 10-та тұрмыз. Әрине, мысалға, бірінші орында Аргентина, Түркия тұр, мысалға. Бізде 10-та тұрмыз, мысалға. Неге? Бізде соғыс болып жатқан жоқ, ештеңе отыр, неге бізде қымбат? Инфляцияны сіздер есептейсіздер ғой, сіз қызмет ететін. Инфляцияны ұлттық статистика бюросы есептейді. Ал ұлттық банк инфляциямен күреседі. Қалай күресіп жатырсыздар? Ал Наге сұрайық Айбардың. Енді мен ұлттық банктың тікелей өкілі емеспін, бірақ бәрі айтайын, жаңағы логиканы жақсы білемін. Ұлттық банктың негізгі қызметі ана ақша несие саясат деп аталады. Монетарлы саясат. Монетарлы деген жаңағы осы инфляцияны баға өсуін қадағалап отыру, соған қарсы шаралар қолдану және инфляцияда қазір енді біздің таргет коридор деп аталады. Бір меже. Мысалы, біз мына межеге жетеміз деген сияқты алдына не қойылады, мақсат. Сол мақсатымыз 5-те 7. Ең төменгі 5-і, жоғарғысы 7. 5-тен төменде түскісі келмейді, өйткені экономикалық өсімге жаңа нетіп қалады. Оны былай істейді. Оны базалық ставканы көтереді. Базалық ставка деген ұғым бар. Оны көтергенде ақшаның құны қымбаттай бастайды. Онда кредиттер өте қымбат болады. Ал депозитке салып ақша жинаған тиімді бола бастайды. Қазір шынымен сол енді. Мысалы 15-16% депозитке салсаң, сен жылына тауып отырасың. Сонда белгілі бір теңгеде депозит ұстаған негізі тиімдірек қазір тиімді. Сонда классикалық экономикалық теорияда оның несі нарықтан бос ақша кетіп қалу керек. Жұрттың бәрі ақшасын депозитке тығып тастау керек. Сонда ешкім ештеңе сата алмай, жаңағы сұраныс кішкене қысқару керек. Ажиотажды сұраныс дейді ғой үстіне, пузо спекулятивті. Сол қысқарады да, сол кезде баға жаңа өсу тоқтатады, өйткені ешкім алмай жатыр. Негізі біз оның қазіргі эффектісін мысалы тұрғын үй нарығында көріп жатырмыз. Өйткені біз артық ақшаны мемлекеттік бағдарламаның бәрін қысқартып тастадық та, артық ақшаны алып тастадық, стерилизация деп аталады, стерилизация жасап тастадық. Тағы да көліктің бағасы. Қазір 4% автокөлік деген жоқ. Мысалы, баяғыдағы жеңілдетілген банктың нелері қымбат. Көліктер және көптеп келіп жатыр, бәріне ашты, жаңа нелерін утиль алымды кішкене түсірді. Әйтеуір көліктер келіп жатыр да, енді баяғыдағы спекулятив бағасы тағы түсті. Сонда екі базалық үлкен фактор бар, негізі үшеу. Біріншісі үй, жаңа баспана, екіншісі көлік, үшіншісі азық-түлік. Енді бізге осы үшінші нүкте ғана қалды, тұратын енді ең біздің күрес алмай жатқан жеріміз азық-түлік те, азық-түлік бағасы. Енді осы азық-түлік бағасымен қазір осы жоғары базалық ставка режимін сәл жалғастырып, кішкене азық-түліктер бағасын түсіру. Енді қазіргі инфляциямыз бізде 9,8. Біз енді 2 есе түсірдік бір жылдың ішінде. 20,3 болған 2023 жылдың басында. 2023 жылдың аяғында осы жылдың қорытындысы бойынша біз 9,8 қылдық инфляцияны. Енді оны тағы түсіру керек. 2024 жылы оны тағы түсіру керек. Оны 7-ге дейін іліндіру керек негізі. Басына 7-ге пайызға ұстап инфляцияны сақтап қалсақ, сосын фискалды бір тәуекел болады. Жаңағы адамдардың қолында көп ақша нөпірі көбейіп кетпеу керек. Инфляцияны ұстап тұру үшін. Өйткені барлығы тұтыну басталып, жаңа құрта бастайды, жаңа нені бастайды. Осы кезде мәселен бір ұшығы да мысалы
жалақыларды көп индексация жасап көтере беру не бойынша ол да кішкене инфляцияға өзінің несін береді. Иә, әсерін береді. Адам ақшасы көтеріліп кетсе, адам көбірек құрта бастайды да, адам көбірек құртып бір тауарларды алса, ол тауарлардың бағалары өсе бастайды. Екінші фундаменталды жолы бар. Осының тауарларының көбісін енді ең негізгілерін, ең басты азық-түлікті өзімізде шығару. Ол біздің негізгі азайту. Жалпы біздің экономикамыз тірегі осы болу керек. Экономиканың мұнайдың экономиканың үлесін барынша азайтып, жаңа өңдеу өнеркәсібінің үлесін қазір біз оны 26%-ға ма жеткіздік. Енді бізге негізі 50%-ға жету керек. Сол кезде кішкене біз өзіміздің нарығымызды өзіміз басқара алатын жағдайға жететін боламыз. Қазір біздің нарықты өзіміз басқармаймыз. Біздің нарықты сыртқы факторлар басқарады. Ана жақта сиыр қымбаттап кетсе, Аргентинада, ол бізге келіп барады. Ана жақта жемшөп қымбаттап кетсе, ол бізге келіп барады. Өйткені ол өзімізде жоқ. Тікелей ұрады. Ол мұнайдың бағасы тікелей түсуге ұрады. КТК құбыры жабылса, бітті, экономика жоқ бір күнде. Ол айтуға болады. Иә, енді біз жалғыз шетелге мұнай шығаратын КТК Ресей арқылы құбыр. Негізгі құбыр. Біз басқа құбырларымыз дайын емес, негізгі құбыр. Елде жаңағы профициент дейміз ғой, мұнай толып кетеді, содан кейін экономика тоқтайды ғой. Қазір қанша пайыз мұнайға тәуелдіміз? Экономикамыз қанша пайыз құрайды? 48%. Бәрін эффектісін қосып салсақ, 56% боламыз. Мұндай пікірлер айтылады, неге мұнайдан пайдасынан тәуелді болудан арылуымыз керек, бұл негізгі экономикамыздың кіріс көзі болып тұра бермейді деген де пікір айтылады. Мен айтайын, әлі айтасыз. Айта беріңіз. Мұнай өте тұрақсыз нәрсе. Жалпы декарбонизация келе жатқаннан кейін бізге мұнайға сенім артып, осыған баяғыдай режимде келуге болмайды. Шын бізде бұл бір-ақ күнде бәрі нәрсемізден айырылып қалуымыз мүмкін. Бізге осы мұнайдан түскен ақшаны пайдаланып, кішкене өндірістерін бәрін көбейтіп алып жасасақ, онда кейін мұнай кетіп қанда біз салық режимінің бәрін енгіземіз, салық мәдениеті бәрі, жұрттың бәрі салық төлейді, кәсіпкердің бәрі салық төлейтін болса, онда біз мұнайсыз өмір сүре бере аламыз. Онда Қазақстан мәңгілік ел бола алады, өзі айтқысы. Ал тек қана тура осы қалпында мұнаймен етіп ертең мұнай жалып қалса, біз ел ретінде өзіміздің жаңағы жалпы Қазақстан ретінде неміз тоқтатуымыз мүмкін, өзіміздің функциямызды. Өте қарапайым сұрақ, мәке мұнайдың ақшасы қайда кетті, өндіріс орындарына емес. Егер қазір бәрін есептеп, қай ақша қайда кетті дейтін болсақ, енді қарапайым сұрақ дегенмен де. Мұнайдың ақшасы қайда кетіп жатыр ма? Әлі кетіп жатыр ма? Қазір қайтарып жатқан сияқты. Енді шын айту керек қой. Бізде әлде де болса ұлттық қорда ғой, ұлттық қор деп айтамыз, ұлттық қорға да жинақталып жатыр, бірақ та бізде әлде де болса осы еліміздегі экономикалық саясат бір жолға қойылған жоқ. Президент өзінің жолдауларында да көп айта бастады экономикалық тұрғыда. Басында көп саяси реформалар туралы көп айтты, кейін экономика туралы айтып жатыр. Бірақ та бізде экономикалық нақты өзгерістер болып жатқан жоқ. Егер қоғамымызда қарайтын болсақ, әлеуметтік кодекс қабылданды. Әлеуметтік кодексте жаңағыдай 2025 жылдан бастап төмен жалақыны есептеу, басқа жағдайлар бойынша айтылғанмен, ол жерде елімізде қанша жұмыссыз адам бар айтылған жоқ. Ресми мәліметтер статистиканы беріп отырған мәндері 5% дейді, бірақ 5% дегенге ешкім сенбейді. Президенттің өзі де сенбейді, өйткені президент 900 мың адам жұмыссыз жүр деп келтірді. 900 мың адам деп айтсаңыз, ол 9%, 5% емес. Ал демек, онда реалды сандар қайда кетті? Ол сандарды қайдан шығарамыз? Ал Дүниежүзілік банктың есептемелерінде бізде 15%. Жұмыссыздық па? Жұмыссыздық. Ал кедейшілік деңгейін қараңыз, қазір соңғы деректерде 5-2%-ға кішкене өсті деп келтірді, ол 5%-дан да төмен деп айтқан, бірақ қарасаңыз, оның өзі де реалдығы көрсеткішті сипаттамайды. Егер Дүниежүзілік банктың несіне қарасаңыз, мәнінде бізде 16% кедейшілік деңгейі дейді. Сонда кімге сенеміз? Қандай реалды жағдай, қандай? Егер шын мәнінде біз осы қала деңгейінен шығып өңірге, ауылға барсақ, көрінеді жағдай. Халық азық-түлікпен өмір сүреді. Азық-түлікке тапқан таянған соған ғана жұмсайды. Халықтың деңгейі өте қиын жағдай. Өткен жылдағы экономикалық өсім 5%-ға жуық өсім. Біз айтамыз, экономикамыз өсіп жатыр, жақсы, жалпы ішкі өнімізде өсім бар. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өніміміз кәдімгідей өте жақсы дәрежені көрсетті, $13.300. Өте жақсы көрсеткіш. Былай қарасаңыз, табысы орташадан жоғары елдердің қатарында тұрмыз әлемдік деңгейде. Бірақ халықтың табысы неге төмен? Неге халық әлде де тапқан таянған азық-түлікке ғана жұмсап отыр? Басқа тауарларды сатып ала алмайды, басқа жағдайларға қол жеткізе алмайды. Неге? Себебі біздің халық әлі кедей.
осыны ашық мойындау керекпіз. Шын осыны үкімет бізде мойындап отырған жоқ. Кедей ел екенімізді әлі ашық мойындаған жоқпыз, бірде-бір баяндамада. Қазақстан кедей мемлекет деп айту керек едік. Негізі айтып, сонымен кедейшілікке қарсы күрес бағдарламасы деген болу керек, болу керек, жоқ, себебі бірде-бір үкіметтің докладында, есебінде үкімет басшысының Қазақстан кедей елдер қатарында деген естіген жоқпын. Енді макро статистикаға қарай салады ғой бәрі. Онда бәрі жақсы сияқты, жаңағы ИЧР жоғары. Жақсы кедей елміз дедік. Соны не істеу керек сол кезде? Негізі кедей ел деп өзін танығанда, бізге кедейлік проблемасы бар деп таныған өзінде. Кедейлікке қарсы күрес деген бір кедей деген сөзінің аты болу керек. Сол кедейлікке қарсы күрес деген бағдарлама болса, персоналды бағдарлама дейді. Мысалы, бір кедейді аласыз да, мына күрес бағдарламасына кіргіземіз сені. 4 жылдан кейін сен кедей болмау керексің. Сен кәдімгі персональный KPI. Саған біз мынандай жағдай жасаймыз. Сенің ешқандай жаңағы саған бірінші жұмыс тауып береміз, осындай. Сен барып тұрасың. Саған мысалы жұмыс орнына бірінші кедейсің ғой. Саған ИП-ін алынбайды, жеке табыс салығы деген бар. Сен салық деген вообще болмайды сенде. Сенде салық алынбайды. Бірақ сен біз саған осы өзіңнің осы неңде осы табыста мынаның кредитін жап, мына өз кредиттер болады осы кредит адам. Сен мына қарызын жап, одан кейін мынаны тамақ алып кішкене, сосын біз сені жаңағы списоктен қарыз жапқаннан кейін ел қатарына қосып жібереміз деген сияқты. Әр персональный әрбір адам иіні жазылған, мына адам кедейшілік жаңағы қызыл деңгейінен ақыртап сары деңгейіне келе жатыр, жасыл деңгейіне шыққаннан кейін біз оны жаңағы осы программа үшін шығарып жібереміз деген сияқты мықты не керек. Бірақ ол үшін бір әлеуетті бір мықты институттар керек та. Бізде халықпен жұмыс істеу институты қалыптаспаған, әр адам базарда кім істеп жүргенін аты жөнін білмейді мысалы. Оларды айтпайды. Содан кейін бізде жаңағы жұмыссыздық деп айтты ғой, ресми несі. Ол жаңағы барып мен жұмыссыз деп тіркелген адамдар сол 5%. Бізде тіркелмейді ғой адамдар. Бізде бір 20 адамның біреу ғана барып тіркелер, қалған 19 адам жалпы жұмыссыз қалса, ол барып тіркелу керек екен, соның несін ештеңе білмейді. Мысалы, сіз ресми жұмыс істеп жүрсіз ғой. Немесе салық төледіңіз. Егер сіз жұмыссыз қалып жаңа неге тіркелсеңіз, сіздің айлығыңыздың 40%-ы белгілі уақыт шегінде негізі төленіп отырады. ГФСС деген бар, государственный фонд социального страхования. Сол негізі сіз кезінде әлеуметтік салық дегенді беріп жүрдіңіз ғой, соған. Соцналог деген төлеп. Соны толтырып жүрдіңіз. Негізі ол сізге қалғаныңыз үшін соны төлейді. Соны төлеу керек. Соның ішінде сізге 6 ай уақыт берді. Мысалы, сол 6 ай ішінде жұмыс тауғаныңыз дейді, біз пока сізге төлей тұрамыз. Негізі сондайлар бар. Біздің халық ГФСС деген не екенін мысалға бірінші естіп отырғандар бар мен қазір. Қазақшасы қалай болады? Әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қор ғой. Біз бәріміз айлығымыздан соған төлейміз ғой, дегенмен оның рахатын көріп отырғандар жоқ. Сізде айлығыңыз ресми ғой. Сол ресмиден мысалы белгілі бір ақша төленіп отырады, білесіз ба? ИП-ның ішінде содан кейін жаңағы жұмыссыз қалған уақытыңызда төленіп отырады. Қазір біз айлықтан соны өз айлығымыздан төлеп отырмыз. Біз төлеп отырмыз ғой. Егер біз жұмыссыз қалсақ, мысалы, ол жаққа барып тіркелсек, онда бізге сол әлеуметтік төлем мысалы төленетін болады. Сол нені бір адам біледі, бір 10 адам білмейді. Сонда біз жаңағы мемлекет әр адамды бір персоналды қолына ұстап қамти алып отырған жоқ та. Сен жүр. Бір мемлекеттік кеңесші деген институттар жоқ та. Бір 10 адам келіп, бір 100 адамға келіп, тоқтаңыздар біз түсіндіреміз. Сен жағдайы қалай? Жүр, көрсетеміз. Саған бір Каспийді ашып, мынаған не жүргік, қазір ертең ақша түсе бастайды деп сияқты. Қаржылық сауаттылық деңгейі өте төмен ғой, мойындауымыз керек. Бұған тек халық емес. Пандемия кезінде мысалға 42.500 теңгеден төлем жасалынды ғой. Сол қор арқылы жүрді. Ал енді тағы бір мысалға мемлекеттің жасап отырғанын қарасақ, осы жылда мысалы бюджеттік кодекс қабылданып жатыр да. Бюджеттік кодекстің де олқылықтары бар. Ол жерде қандай мәселелер? Ең бірінші кезекте парламенттің жаңа құзыреттілігін арттырып жатырмыз дейді. Сондай не деген жолдау қарадым, жаңа қаржы министрінің айтқан сөзден. Бірақ қарасақ, шын мәнінде арттырып жатқан жоқ ешқандай. Парламенттің құзыреттілігі жоқ, қоғамдық белсенділіктің жаңағы артықшылығы жоқ. Неге десеңіз, дәл осы бюджеттік кодексте бүкіл үкіметтің шығыстары мен кірістері толығымен бюджетте қарастырылу керек. Ал шығыстары мен кірістерінде қазір бұл үкімет негізінен ұлттық қорға қол соғып жатқанын көріп отырмыз. Ал ұлттық қордың есептерін парламентте өткізу керек та. Ал ол есептерді парламентте тек қана бір бөлігін міндетті төлемдерін ғана, міндетті аударымдарын ғана есептейді. Мысалға 3 жылдық бюджетті бекіткен кезде бізде міндетті аударымдарымыз осылай 3 жылда біз 6 триллион теңге аударамыз деп бекітеді. Ал бірақ демек әр жылға 2 триллион теңге ғана аудару керек. Бірақ үкімет бір жылдың ішінде тұрады да бізге анаған керек, мына жобаға керек, басқа керек дейді да, мақсатты аударымдар деп президенттің қолымен ақ шешіп ала береді. Ал оған ешқандай депутаттар үн қоса алмайды, нете алмайды. Соның есебінен біз көріп отырмыз. Өткен жылдың соңында Қазмұнайгаз компаниясының мысалы акцияларын сатып алды.
ұлттық қордың ақшасын шығарып алды. Оған парламенттің депутаты рұқсат берді ма, бермеді ма, өтті ма келісімен? Жоқ. Мысалға тағы да сол сияқты зейнетақы қорынан 1,5 триллион теңге шешіп оны инвестиция ретінде саламыз деп алды. Оны тағы да мақұлданды ма, парламентте талданды ма, көпшілік қоғамның алдында есеп берілді ма? Тағы да жоқ. Міне осы мәселелерді мен нақты айтқым келеді. Үкімет ондай мәселенің барлығы кірісі шығысы ма, оның барлығы нақты бюджет кіріс шығысын бәрін мақұлдану керек парламентте. Ол халықтың сайлаған азаматтары ма, олар бірінші кезекте оны талқылап көтеру керек. Мен осы мәселені атап өткім келеді. Сол жерде тағы да жаңағы әлеуметтік сақтандыру қорды мемлекеттік біз айтқан ол да енгізілмей қалған. Ол жоқ, мемлекеттік жаңағы мемлекеттік медициналық сақтандыру қорына аударып жатқан ақшамыз тағы енгізілмей қалған. Сонда ол қаражаттар ертең жинала береді, үкімет ана жақта ақша бар, оны мен өзім шешіп аламын да былай жұмсай беремін дегенге келеді. Ал оны депутаттар да қадағаламайды, не сұрай алмайды, не мәселе көтерілмейді, үнсіз оның бәрі шешіле беретін дүние болып тұр да. Сондықтан осы мәселелердің барлығы ол жерде қарастырылу керек. Одан кейін тағы бір момент, жаңағы бюджеттің несі бар, бюджет субсидиялар бар, көп салаларға жеңілдіктер беріледі ғой. Ал енді ол жеңілдіктердің ішінде нақты бір жеңілдіктер бабының ішінде игерілмей қалған табыс деген бөлім болу керек та. Демек сіз бір салаға жеңілдік бердіңіз ба, ол саладан мынанша табыс игерілмей қалды деп көрсетілу керек. Сол кезде депутаттар да ертең алдына есеп келіп тұрған үкімет мүшелері болса айтады, мынанша табыс игерілмей қалды мына саладан. Оған неге біз дұрыс салық салмай тұрмыз? Не үшін оларға не үшін жеңілдік беріп отырмыз деген нақты сұрақ болады. Қазір мысалы креативті индустрияға жеңілдік беріп бастады ма? Ертең креативті индустрияның керемет табысы түсіп, олар да біздің банктер сияқты керемет таза пайдаға қол жеткізіп жатыр ма? Экономиканың сол кезде мысалы айту керек та, сіздер уже аяққа тұрып алдыңыздар, қараңыздар қаншама пайда табыстарыңыз бар. Мінекей енді мына жеңілдікті сіздерден аламыз. Сіздер енді осылай салық төлеулеріңіз керек деген сияқты нақты оппонировать ете алатын дүниелер болу керек. Сол кезде біз теңестіре аламыз. Сосын осы жерде айтқым келеді, тағы бір маңызды мәселе, шағын қазір үкімет шағын бизнестің артына түсіп жатқандай да, жаңағы Каспий аударымдары басқа деген сияқты. Біздің мораторий бітті ғой. 3 жыл болды қанша болды? 3 жыл болды. Сондықтан да бағана Айбар бауырымыз дұрыс айтады, бірінші кезекте ақпараттандыру жұмыстары, түсіндірме жұмыстары жүру керек. Одан кейін барып ескертулер жүру керек. Содан кейін барып жаңағы жүктемелер. Қазір енді көреміз салық комитеттер қалай жұмыс жасайтын болады. Егер де жаңағыдай қысым жасап, кәсіпкерлерге тағы осындай ыңғайсыз жағдайлар туғызып жатса, сыбайлас жемқорлық өршиді, одан әлеуметтік көңіл-күй одан ары нашарлайды. Тағы да бір қаңтарды күтуіміз ғажап емес, егер осылай жалғасса. Ал егер түсіндіру жұмыстары дұрыс жүрсе, ескерту жұмыстары дұрыс жүрсе, алдын ала бәрі процесте дұрыс қойылған болса, жұмыс жүйелендірген болса, онда бұл қазіргі дүрмек уақытша ғана дүрмек қана болады. Мақсат бізде парламент, мемлекеттің экономикалық обороттан шығарып тастаған парламент. Ол кәдімгі экономикалық шешімдерге ешқандай бір пәрмені де араласы да жоқ. Ол тек қана жаңағы отчет есептерді тыңдайтын бір орган сияқты болып қалды да. Бірақ отчет есептер алдында, отчет есептерінде жоспар жоба болады ғой. Сол жоспар жобаға парламент араластырмайды. Өздері жоспарлап шешіп алады да. Одан кейін біз былай істедік деп парламентке келіп істелген по факту, факт бойынша айтылған нәрселер, істелген нәрсені айтып береді. Парламент жаңа мақұлдамай, ары қарай ол істеліп қойған дүниелер. Ал бірақ оның алдында бір анализ жасау, парламентпен кеңесу деген мысалы нелер тек қана мысалы заң жобаларын ғана жасаған етеді, ал мысалы үкіметтің көп нәрсе үкіметтің шешімдерімен кете береді. Бюджетті парламент бекіттіреді ғой енді парламентке. Жоқ, ол ортақ бюджетқа, одан кейін бюджеттің корректировка нелерінде жаңағы внебюджетный фонд дейді, МәМС бар, КФСС бар, ЕМПФ бар, соның бәрін мысалы ұлттық қор бар, олардың бәрінде мысалы белгілі бір шешімдерді үкімет өзі ақ жүргізе береді. Бұста тағы бір МәМС-ке қатысты ой бар да, осы жеке кәсіпкерлердің қазір көп не етіп жүрген, қиналып жүрген негізі МәМС. МәМС сол қымбаттаған. МәМС бәрін қосқанда, олар салықтан бөлек ай сайын 17 мың минимум 17 мың төлеу керек теңге. Ол сол жаңағы 6 ай жиналғанда ол кәдімгі ақша шығады да. Жеке кәсіпкерлердің көбісі осыған кішкене салықтың өзі емес, 1% салық емес. Медициналық сақтандыру қоры ғой. Оның ішінде медициналық сақтандыру қорының жаңағы үлесі үлкен. Енді міндетті зейнетақы жарнасы бар 10%. Жарайды, ол енді адамның өзіне кетеді. Сондықтан ол мемлекет ешқандай алып жатқан жоқ, өзінің шотына кетті дейік. Әлеуметтік жаңағы табысы бар, соцналог. Ол жарайды, жаңағы кейін жұмыс қалса өзіне гарантия. Бірақ МәМС міндетті, мен ойымша, егер біз жалдамалы жұмысшы болсақ, онда МәМС міндетті. Ал біз жеке кәсіпкер болсақ, онда мен ойымша МәМС таңдалмауы. Сен таңдайсың. МәМС төлемейін бе? Төлемесем? Керек емес пе? Онда саған жаңағы емхананың есік жабық, айтады, сіз МәМС төлеген жоқсыз ғой, енді өзіңіз клиникаға бара бер дейді. Жаңағы ақша төлеп клиникаға бара беріңіз.
мен жоқ мәмсті биыл аламын деп таңдаса, иә, онда мәмсін төлесін. Бізге сөйтіп нетсе, көп кәсіпкерлерге біраз жеңілдіктер жасалады деді. Содан кейін тағы бір ұсыныс айтқанбыз еді. Ол Каспий сияқты банктердің жаңа комиссияларын 1.095 болып тұр ғой қазір, иә. Кішкене енді оларда енді мүмкін олар түсірер. Жаңа кәсіпкерлерге посттермен анау QR ғой. QR-да 0 Каспий Pay. Иә, Каспий Pay'да 0.95, соны 0.35-ке түсіру мүмкіндігін қарастырып көрсе, өйткені олар қазір клиенттерден айырып қалуы мүмкін. Каспий Pay өздері алып тастап жатыр ғой, дүкендер, кафелер. Өйткені 0.95 комиссия ғой Каспийдің. Каспий Pay'ді қолданған үшін. Мен неден кейін алып тастады деп ойладым, жаңағы Каспий переводтар тексереміз деді ғой. Ол переводқа не қатысы бар деп ойладым да, перевод бөлек, Каспий Pay заңды ғой. Каспий заңды. Каспий Pay'дің өзі жоқ қазір көп жерде. Сол олар түсінбегендіктен. Оларға не керісінше Каспий Pay өзінің комиссиясы. Каспий деген сөзді мүлдем түсініктерден шығарып тастады ғой бір күнде. Енді барып түсіндіріп. Бұл жерде екі мәселе бар да, сен перевод жасайсың, екінші сен QR-мен төлейсің, ол заңды. QR-мен төлесең ешқандай әңгіме жоқ. Тек қана сол QR-мен төлегеніне сен салық төле, болды. Онда ешқандай әңгіме болмайды. Олар Каспий алып соны түсінбеді ғой. Негізі ақшаны Каспиймен қабылдау керек. Каспий QR-мен қабылдау. Соны түсінбеді ғой саудагерлердің өздері. Pay бизнес, Каспий перевод ол жеке адамның несі. Соны түсінбеген сияқты менің ойымша. Сол бұл ретте енді бізде жаңағы ең үлкен бәрі проблема, шешімдер бәрі келер, орнына келер, барлығы осы мемлекет пен халық бір бөлек, бір-бірін естімейтін, халық ана жақта отыр, мемлекет жаңағы мына жақта отқан сияқты, жаңағы мемлекет А деп айтса халық оны Б деп естіп тұр да. Осы бізде коммуникация өте нашар деңгейде жүр. Продвижение дейді, жаңағы мүмкін біз сияқты пиар мамандардың жаңағы аздығы ма, осындай бір консультанттар, кеңесшілер түсіндіретін, халықтың тілімен түсіндіретін бір үлкен бір институт сияқты ма, бір үлкен адамдар шоғыр керек болып тұр, дәл қазір керек болып тұр. Себебі арадағы дискоммуникация, бір-бірін түсінбеушіліктен кейін бір-біріне жаңағы кері қарай жұмыс жасау кәдімгідей уыс шығып барады. Мысалы біз түсінеміз, мысалы біз бюджетті оқи аламыз, иә, бірақ ол 10 мың адам ішінде бір-ақ адам мысалы. Ол қиын өте. Мынау жаңағы зейнетақы қорын айтып қалдыңыз ғой, біз қанша алдық, былтыр ақша алдық қой сол жерден. Инвестициялық салымдарға керек болады деп, сөйтіп халықтың ақшасына қол салды дедік. Осы дүние қалай жүзеге асып жатыр? Зейнетақы қорынан ақшаны алды, сөйтіп оны инвестицияға депозит ретінде салды ма, қайда жүзеге асып жатыр? Ол бізге қаншалықты пайдалы болып келеді деген мәселе. Зейнетақы жүйесі бұл өз алдына үлкен бір тақырыпта, кәдімгідей бір мәселе. Шын айту керек, ол жерде ең негізгі мәселе халықтың сол жинақтарының ұлғаймауы болып тұр да. Және соңғы 10 жылдықтағы нақты деректерді қарап, инфляцияның деңгейінде қарайтын болсақ, инфляция деңгейімен пара-пар төмен болып шығады инвестициялық кірістіктер. Сондықтан былай қарасаңыз, осының өзі нені көрсетеді? Азаматтардың кәрілікке деп жинап жатқан жинақтарының құнсызданып жатқанын көрсетеді. Ертең кәрілікке шыққан кезде өте аз ғана зейнетақыға қол жеткізеді. Сол кездің өлшемімен. Иә, ал неге олай болып жатыр? Неге? Басқа инвестициялық қорлар, басқа сияқты жұмыс істеп жатқан қарасаңыз, олар тек қана табыстылықта, олар өсіп жатыр, олардың инвестициялық кірістіліктері бар, ал зейнетақы қорында нөл. Неге? Міне осындай сұраққа келетін болсақ, ол жақтағы сол инвестициялық жұмыстардың дұрыс жүргізілмеуінде болып тұр. Неге? Себебі ол жақта мен ойламаймын, оны қазір басқарып отырған ұлттық банкта сапалы білімді мамандар жоқ деп айтуға болмайды ғой, бар ғой. Ал бірақ енді екінші мәселе бар, ол жаққа үкімет те көбінесе көп араласады. Көп араласады, және де көбіне көп сол зейнетақы қорындағы қаражаттың көп бөлігі жаңағы қазыналық құнды қағаздар, қаржы министрлігінің құнды қағаздарына салынған. Ол жерде жаңағы ол құнды қағаздардың кірісілігі өте төмен. Мысалға, жаңа инфляция деңгейінен әлдеқайда төмен болады. Әрине ол жақтан, демек, жалпы қараған кезде инвестициялық кірістіліктері зейнетақы қорының өте нашар болып тұрады. Сондықтан да бұл жерде оны жаңағы соңғы жылдарда ғана ұлттық банк қосып жатыр, жаңағы халықаралық құнды қағаздарға салу, оны жекелеген басқаруға деген сияқты. Меніңше ол дұрыс қадамдар, бірақ та ол мақсатты жоспарлы түрде, кең түрде жүргізу керек. Және де жаңағыдай үкіметтің аяқ астынан қол салып жүруіне жол беруге болмайды. Ал бірақ та егер салынды екен, онда үкімет уәде ету керек та, оны нарықтық бағадан жоғары деңгейде кірістілігін қамтамасыз ету керек. Жаңағы инфляциядан жоғары деңгейдегі кірістіліктерді. Сол кезде ғана ол өзінің бір мақсат мұратын ақтайды да, әйтпесе. Қарапайым айту керек па? Зейнетақы қоры ол сіздердің халықтың жинап жатқан ақша, ол халықтың ақшасы. Сіздің ақшаңыз. Сіздің ақшаңызды алады да, үкімет сіз білмейсіз, бірақ үкімет сізден қарыз алады негізі. Өйткені зейнетақы қоры өзінің жаңағы сол жинақталған ақшаны қаржы министрлігінің облигациясы салады ғой. Ол сіз үкіметке, қаржы министрлігіне қарыз берді деп есептейді негізі. Сіз қарыз бердіңіз. Бірақ ол сізден ешкім сұрамайды оны. Өйткені басқаруды сенімгені сізден тапсырып қойдыңыз, ЕПФ басқарсын деген сияқты. Сол кезде ол қарыз инфляцияның төмен процентке беріледі.
өйткені мемлекет көп процент қайтадан төлегісі келмейді мысалы. Сондықтан сіздің табыстылығыңыз мысалы инфляция деңгейін алғанда сіздің инвестицияңыз содан төмен болады да жыл сайын сіздің ақшаңыз ақырындап төмен бүйтіп кетіп бара жатқан сияқты болады. Содан 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді, одан кейін шыққанда мысалы бір 20 миллион теңге жиналды дейік мысалы, или 30 миллион, бірақ ол 30 миллион бір көптің жартысына да жетпей қалуы мүмкін, бір дөңгелегі мүмкін болып қалуы мүмкін деген сияқты қауіп бар ғой. Сондықтан сондай қауіптер де болды, бірақ енді тағы бір несін шешкендей болды. Осы қазірден бастап пайдалана берсін деген жаңағы зейнетақы шешуіне болды ғой. Үй алуға 1,3 триллион теңге экономикаға бірден алып келді, құрылыс секторына бақайтып түсті ол. Сол кезде баға енді бірден инфляция өзі баға көтеріліп баға бірден өсіп кетті. Яғни бізде бір шешімнің арты мүмкін спекуляцияға бірден апарып соқтырады ғой бізде шешім қабылданса. Ақшасы қорланып қалған азаматтардың үй алуына мүмкіндік берген шығар. Бірақ қалған 16 миллион адамның енді сол үй сатып алуына мүмкіндік жолын жауып тастады. Себебі оларға үшін қымбат кетті. Олар мүмкін үйде ақынап жинап жатқан шығар, отбасы банкта жинаған шығар, бірақ үй қымбат кеткен ананы енді алған несі. Олар не зейнетақы қорынан ақша ала алмайды, не үйді қолжетімді бағамен ала алмайды. Сондай бір жаңағы кедейіне береді, бай береді деген. В общем, 10 адамға жақсы болды, 100 адамға жаман болды деген схема. Сол схема байды кедей одан сайын кедейлене түсті деген схема жұмыс істеді ғой. Енді біз енді түсініп жатырмыз оның бәрін салдарын. Сол инфляцияны негізі сол өзі мемлекеттік шешімдер алып келді ғой, көп ішкі инфляцияны мемлекеттік шешімдер алып келді. Мемлекет солмен күресіп жатыр өздері туғысты. Сондықтан бізге мысалы кез келген шешімнің моделін кейін қарау өте не екен, керек нәрсе екен. Парламент сол кезде керек негізі. Бізде шешімдер аяқ асты қандай да бір саяси оқиғаға, әлеуметтік қарсылыққа байланысты қабылданады да. Зейнетақы қорынан жаңағы шоттан ақша алуды соған байланысты болды. Қай бір жылы енді кедейлікпен күрес деп айттық қой жаңа. Адамдардың бір реттік кредитін жауып беру де сондай бір қателеу шешімдердің бірі болды, көп дүниеге әсер еткен. Бір реттік акция ғой, ары қарай не болатынын ойланбайды, жаңағы салдарымен күреседі. Ол да бір енді ситуативный государство деп аталады. Спонтанный государствомызда біз кейде бір шешімде спонтанный жаңа бір болып жатқан бір оқиға. Мемлекеттің бір табанды позициясы, әу баста мен мына жерде мынандай айтамын, мына жерде былай айтамын да. Осы табандылықты бәрі таймаймын осы. Не істесеңдер осыны таймаймын. Болмаса анау алдын ала айтып қойса, бәрін. Осымен таймаймын болды. Әлеуметтік адрестік көмек АЕСП деп кеттік қой. Соны да бір мезетте халыққа АЕСП беретін болдық деді. Енді келіп қайтып азайтып жатыр оны, дұрыс емес екенін жаңағы. Экономикалық шын мәнінде тиімділік болған жоқ осы жағынан ешқайсысының. Кредит жабудың да, АЕСП-ның да тағы бар. Жоқ, олар ең қауіпті популизм, бұл экономикалық популизм ең қауіпті жері халықтың жаңағы масылдық деген бір не бар, психология ояту. Бізге оныншы халықтың табысын арттыруға халыққа көмектесу керек еді. Жұмыстарын беріп, бизнестерін аштырып, оған жеңілдіктер беріп. Ал бірақ тегін ақшаны ештеңе жаңағы диванда жатқан адамға тегін ақша ешқашан келмеу керек еді. Бұл өте қауіпті нәрсе, өйткені бәріміз кейін диванда жатсақ, бізге әкеліп бер деп, бізге әкеліп беретін нәрсе жоқ. Халық өлін деп жатса, өздері ақ береді деген ғой деген түсінік қой. Өте қауіпті түсінік. Бұл бізді жарға жауы мүмкін. Себебі негізі азаматтар өзіне сену керек. Өзіне сену керек. Ең бастысы біздің мемлекетіміздің негізгі даму принципі әр азамат өзіне сеніп, өзі бір қимылдап бір жасау. Олай болмаса біздің мемлекет өспейді, өйткені мысалы бір адам жұмыс істеп жатып, ол 10 адамды өсіре алмайды, өйткені ол өзіне өзі шамасы не дейді. Мәкеңде осы. Мен мектеп оқушысының сұрағын қояйыншы, жаңа инфляциядан біз жақсы айтып келе жаттық та өтіп кеттік. Мысалы үшін жаңа инфляцияны 2 есе төмендетті ғой былтырдан бері қарай, бірақ бұл халықтың қаржылық сауатсыздығынан ба әлде екеуінің бір-біріне сәйкес келмеуінен ба? Мысалы үшін инфляцияны 2 есе төмендетсе де халық ай сайын, жыл сайын азық-түлік қымбаттады деп айта береді, бәрібір де. Жалпы бізде қымбаттады деп айту өзіміздің немізге айналып кетті. Бұл жерде мынандай жағдай ғой. Қалай сол? Тауар позициясы. 10%, мысалы 20% болған өткен жыл, 10%-ға төмендеді. Енді төмендеді дегенді біз былай қабылдаймыз. 10%-ға төмендеді, демек 10%-ға арзандау керек деген сияқты. Көп жағдайда. Бірақ ондай емес. Олай емес. Оны былай қарасаңыз, әлі инфляция 10%. Әлі қымбатшылық 10%-ға болып жатыр деген сөз нарықта. Ол деген мысалға дефляция сияқты минус 10% болып кетсе, ана жаққа керісінше, онда төмендеді деп айтуға болады. Жаңа инфляцияға қарсы саясат бар, дефляция деген. Жаңа минусқа кететін. Ондай елдерде бар. Қазір Қытайда сондай болып жатыр дефляция. Егер ондай болса, онда арзандап жатыр деп айтуға болады. Жоқ, бізде әлде де екі таңбалы инфляция 10%-дық. Ол қарқынды инфляция, ол әлде де тауарлардың бағасының өсімі жалғасып жатыр деген сөз. Жоқ, әлде біз өтірік айтып жүрміз бе? Оның қарқыны бұрынғыдай, өткен жылғыдай 20% емес, оның қарқыны енді 10%-ға төмендеді. Бізде өмір бойы өсу баға қымбаттау болады. Бірақ инфляция 20 деген пайыз, 100 теңге тұратын йогурттың 120 теңге болып кетуі.
Иә. А инфляция 10% деген сөзіміз 100 теңге тұратын йогурттың 110 теңге болуы. Мына жақта 120 қымбаттап кетті. Анау түсті қымбаттау өзінің қымбаттайтын несі түсті, бірақ арзандау жоқ. Ол тек қана 110 теңге арзан. Қымбаттайтын шегінен түсті. Қымбаттау қарқыды, қымбаттаудың темпі. Жаңа 100 теңге тұратын йогурт өткен жыл 20%-ға өсіп 120 теңге болып кетті ғой. Енді осы жылы ол 10%-ға арзандап жатқан жоқ. 10%-ға үстінен тағы қымбаттап, тағы да үстінен жаңағы 100 теңге болып кетті деген сөз. 120-ға қымбаттады ғой. 130. Енді осы былтырғы инфляция сақталып қалғанда, ол 120-дан үстіне 20%. Тағы да 10%. Тағы 20%. Мысалы 20-ға жетіп қойды ғой. Енді үстіне тағы 20% қосқанда, ол қанша болады? 12, 24, 134 теңге болар еді. Ал қазір 10%-ға инфляция түскенде, ол енді 134-ке қымбаттамайды, 120-дан ол 132 ма? 2 есе арзандау болады. 6 теңгеге азайта салсақ. 6 теңгеге азайта салсам, сонда 132 теңгеге қымбаттайды. Бірақ бәрі қымбаттайды. Инфляция деген сөз болса, ол қымбаттау бар деген сөз. Бірақ инфляция деңгейі қымбаттау, оның деңгейі 10% десе 10% қымбаттау, 20% 20. Ал арзандау ол дефляция болады. Дефляция Қазақстанда дефляция ешқашан болған жоқ. Болмайды ау деймін деген. 91 жылдан бері Қазақстанда бір айда да, бір аптада, бір күнде де дефляция болған жоқ. Бір қызығы, мысалы дефляция болып, бізде баға қымбаттау тоқтадық дейік. Онда бізде экономикалық өсім деген ол да тоқтап қалады. Өйткені негізі экономикалық өсімнің жаңағы тұтынудың артуы барлығы осы экономикалық 5% өсті деп отырмыз ғой. Осы адамдар көбірек тұтына бастаса, ол экономика өсе бастайды. Бұл жерде тағы қосып кететін жағдай, ол ресми инфляцияда жаңағы айтып отырғанымызша. Кәдімгі алған деректер, нақты ресми статистика. Ал шын мәнінде нарықта болып жатқан жағдай ол одан да басқалай көрініс табады. Негізінде. Өйткені өткен жылда 20% инфляция болған кезде, шын мәнінде сарапшылардың берген, тәуелсіз сарапшылардың айтуынша ол минимум 40% болды деп айтады да. Өйткені жекелеген кейбір тауарлардың бағасы 70-80%, тіпті 2 есеге дейін қымбаттаған. Оның бәрін былай есептеген кезде 20% емес, ол тіпті 40% маңайында болды деп айтуға болады. Ұлттық банктың төрағасы, жаңа төрағасы, сарапшыларды осы жылдың өткен жылдың аяғында жинаған. Сол кезде өзі айтқан, енді ресми статистика, ресми инфляция осындай, бірақ ощущаемый инфляция деп айтты, енді сезілетін инфляция, мысалы 18-19% деңгейінде. Одан да 18, мысалы қазір бізде ресми ол кезде, ол кезде 10-ға түсіп тұрды ғой, 10-да 3 болып тұрды ғой, ал үстіне тағы бір 8-9% қосып айтады, мысалы. Сондықтан ресми инфляцияның үстіне тағы бір 10-9% қоссаңыз, сол негізі адамға сезілетін инфляция. Сонда халық қымбатшылық болып жатыр, қымбаттады дегенде шынымен де рас, өйткені біреу сізді 100 теңгеге таксимен апарып жүрсе, ол ертең айтады, қазір енді 150 теңге болып кетті деп айтады. Йогурт 150 теңге болып кетті дейді. Халық оны сезіне бастайды. Біз енді өзіміз бәріміз сезініп отырмыз. Біз тарифті, ұялы телефон тарифімізді 1999 теңге еді менде. 4990. Маған SMS келген 3 ай бұрын. Енді сіздің тарифіңіз ештеңе істемейсіз, сіз ештеңе қарсы бола алмайсыз. Ол автомат түрде жаңағы өзгереді. 2400 теңгеге ауысады, өзгереді деп мысалы. Мен қолымнан түк келмейді. Немесе ол телефоннан бас тарту керекпін, ал оны бас тарта алмайсың. Сондықтан аны мәжбүрлі неге төлеуге? Қазір тарифтерге қатысты қазір барлық тарифтер өсіп жатыр. Қарасаңыз, ол біз азық-түліктің бағасы қымбаттады басқа деп айтып жатқанымыз бөлек. Осы жылда судың тарифтері жақындаған депутаттар дауыс беріп тағы да өсірді. Одан кейін қарасаңыз энергетика саласында да, энергияның да тарифтері де бәрі өсіп жатыр. Бұның барлығы әрине дизельдер, жанар-жағармай, газ. Біз негізі ақшасы аз мемлекетпіз. Бізге көп өзімізге иллюзия алу керек жоқ. Біз өзіміздің көп нәрсеге жеткізе алмаймыз да. Дұрыс жол сала алмаймыз, өйткені жаңағы жолдың өзінің жаңағы ақшасы көп бөлінбейді, оны еще біраз ұрланады. Содан кейін анауда зат алған сапасыз болып қалады, өйткені барлығында дұрыс. Әр салада финансирование жетіспеушілігі, қаржының жетіспеушілігі бар. Сондықтан біз негізі ақшасы аз мемлекет деп есептелеміз. Дегенмен экономикалық өсім бар. Жаңа біз енді жалпы ұлттық өнімді есептейді, өндірілген өнімді есептейді. Макростатистикалар ғой. Экспортты есептейді деген сияқты ғой. Сонымен жалпы ұлттық өнім бізде қазір 230 миллиард доллар. Енді соны 2028-де қателеспесем 2 есе өсіреміз дейді. Бұл дегеніңіз өте үлкен көрсеткіш қой шын мәнінде. 2028-дің қаншалықты орындалатын арман деген сұрақ туады ғой. Қорытындысы бойынша енді былай модельмен есептеген, онда біз жылына 6%-пен өсіп отыру керекпіз экономика. Өсу керек, ол мысалы біз 23 жылды 5%-пен аяқтадық, онда біз 2024 жылы бір серпін жасап 7%-ге өсу керекпіз. Сонда енді 6%-ге ораламыз. Орташа деңгейге де мәнге. 6%-пен өсу үшін
бізге осы біз бұл экономикалық өсім тек қана инвестициялар өзімізде ақша жоқ қой. Бізде ақша жоқ, зауыт салатын Қазақстанда ақша жоқ. Зауыт салатын, фабрика салатын. Біз тек қана инвесторлар келіп бізге зауыт салшы, фабрика салшы. Бізден алған, біздің жерімізде осы зауыт фабрикада біздің адамдар жұмысқа алды, оларға айлық төле, и плюс бізден тауарлар жасап алды, сол тауарларды мысалы Өзбекстанға, Қытайға сат. Сонда ол салық төлейді. Сол төлейтін салық арқылы ғана біз сол өсейлеп тұрмыз ғой. Сондықтан бізге қаншалықты реалды дегенде үкімет реалды деп отыр, бірақ үкіметтің жаңа инвестициялық бойынша программасы бар. Егер сол программасы орындалса, реалды. Мысалы жылына 10 заводтан қоса беретін болсақ, үлкен заводтардан тарта алмасақ, онда қиын болады. Өйткені мұнайдың бағасы сол 80 баррелден $80 болып тұра ма, 2-3 жылдан тұрмай ма, ол белгісіз. Тағы бірдеңе шығып кетсе, кез келген мысалы пандемия сияқты бірдеңе болып тұрса, біз міндетті бүкіл жоспарларымыз бір құлап қалады. Бұл стратегиялық мақсат қой, $450 миллиард. Доллармен міндет есептеу керек. Жалпы біздің ішкі жалпы өнім доллармен есептеу керек. Өйткені теңгемен есептелетін кейде триллион теңге деп атады ғой. Ол фикция, өйткені жалпы біздің ұлттық қорда негізі тек қана доллармен жүргізіп отыру керек. Өйткені нақты доллар ғана біздің өсіп жатырмыз, кері кетіп жатырмыз, соны индикатор болып бізге көрсете алады. Мен бұл жерде кеңірек ашып өткім келіп тұр да, біраз мәселелерді. Жалпы 2029 жыл деген меже қойылды. Бұл президент қойып берді. Яғни 6-7 жылда біз осындай өсім көрсетуіміз керекпіз деген. Бұл стратегиялық тұрғыдағы үлкен меже емес. Мынау жақын тұрған жер 6-7 жылдан кейін деген. Демек, экономикалық өсім болу керек, ол қамтамасыз етілу керек. Кемі 6-7% өсімдер. Кемі жоқ дегенде. Ондай өсімге біз әлі қол жеткізген де жоқпыз. Былай реалды қарасақ, 5% келер жыл қалай болады? Мысалы, халықаралық валюталық қордың жаңағы дүниежүзілік банктың болжамдарына қарасақ, бізде сол әлі 4% деңгейінде өсім болады деп тұр, келер жылдарда да. Ал қалай біз оны 6-7% жасаймыз? Мінекей осы мәселелер өте өзекті. Менің ойымша, бұл жерде үлкен бір кешенді бағдарлама сұранып тұр да, керек бізге. Президенттің өзінің қойып отырған межесі 6-7 жыл ғана болып тұр. Бұрындарда бізде үлкен стратегиялар болатын, мысалға индустриалдық даму бағдарламалар, мысалы 15 жылға арналған, 20 жылға арналған деген сияқты кешенді. Бірақ ондай нәрсе қазір жоқ. Қайда біздің 2030 дегеніміз? 2030 2050-лер ма? Қайда 2050-лер? Қайда кетті? Кім айтпай жатыр деген сияқты мәселелер. Мысалы, бұл воздушный нелер болды да бір. Кейін жетеміз. Негізі 2050 қойсаған жақсы да. Сен 2050 қашан жетесің оған? Сен бәрі жауап есеп бермейсің да. Ол кезде барсың ба жоқсың ба? Бұл жақта президенттің нақты енді ол өзіне қойып отырған KPI өзінің сұрағына ғой. Мысалы, президент өзінің кеткеннен кейінгі арғай уақытқа жауап бере алмайды. Өйткені басқа адам келеді, ол басқа өзінің жаңа несі болады. Сондықтан президент өзінің нақты осы мерзімін аяқталатынына менің президент ретінде менің командам, мен және менің командам, үкімет осы президент мен өкілет біткенше осынша жұмысты атқарып келсем, өзіне нақты персоналды жауапкершілік қойып қойған KPI. Ол үкіметке тапсырып отыр, енді үкімет болды, ол өзі үкімет жаңағы ұлттық банк барлығы бір биліктің үш жаңағы несін құрайды. Ол менің ойымша дұрыс, ол персоналды жауапкершілік алып келеді. Ал мысалы президент 2035 жыл деп қойса, ол енді ол демек басқа бір оның артынан кетіп президентке нетіп қойған не ғой? Артып қойған жүк сияқты болса ғой. Сондықтан бұл жағынан мен бұл логиканы негізі 2050, 2060, 2100 деген неге көп сене бермейтін болдым. Өйткені біз көрдік қой, енді 30 жылда былай болды ғой. Бағдарлама шығады, оны бәріміз деп шулаймыз. Одан кейін бір жылдан кейін оның аяғы ақырындап суып кетеді. Басқа бағдарлама орнына. Халыққа бір жыл 2 жыл сайын бір бағдарлама беріп отқан сияқты болды ғой кезінде. Бірақ енді ол ешқайсысы межесіне жеткен жоқ. Оданша былай нақты бір срок реалды сол біздің қазіргі президенттің мысалы өзінің қазіргі мерзімі аясында нақты өзіне қойған тапсырмасы сонымен жұмыс істеп көрген дұрыс сияқты бізге. Халықты үмітпен ұстап отырды, ол үміт 2022 жылы үзілді. Мен осы жерде тағы ойымды айтып кетейін. Жалпы президент өзіне сондай KPI қойып отырғаны өте дұрыс. Ал енді екінші мәселе бар. Жалпы экономикалық модель үлгі қандай болады деген. Біздің үкіметтің экономика блогында жоқ ол. Оны айта алмайды да. Біз қандай бағытта дамимыз, қандай біздің бет бейнеміз болады, экономикалық шикізаттан жарайды кетеміз ертең. Қандай боламыз сонда? Не өндіреміз, не шығарамыз? Бізді әлем қалай танитын болады жалпы? Не әлемдік еңбек бөлінісінде біздің рөліміз қандай болады жалпы? Осы мәселелер жоқ, мысалы, нақты айтқан кезде. Енді экономикалық үлгілердің өзі болады, шикізаттық болады, ресурстық болады. Мысалға бөлінеді ғой. Және жаңағы өнеркәсіптік болады. Енді жаңа қызмет көрсету. Сонда бізде қазір қызмет көрсету саласына бірден өтеміз деген идеялар көп айтылып жатыр. Біз әлі ресурстықта болып алған жоқпыз. Ресурстық болған жоқпыз. Біз шикізаттық елміз әлі. Индустриялы болған жоқпыз. Сондықтан да
бұл жерде бұрынғыдай жаңағы біз капитализмді аттап кетіп коммунизм боламыз деген ұран айтылып жатыр қазір. Шындап келген кезде экономикалық өглігені біз реалды түрде отырып жасау керекпіз. Ол қалай жасалынады, оның экономикалық нағыз көрсеткіштері қандай болады? Мен осы мәселелер біздің үкіметтің кәр алдында тұр. Ал мен оны сезіп те тұрған жоқпын, ондай туралы ешкім айтып жатқан жоқ, нақты көзқарас жоқ. Қазіргі премьер-министрдің нақты көзқарасын естіп жатқан жоқпын. Қай бағытта жылжимыз, қандай нақты біздің экономикалық моделіміз болады, ол туралы ештеңе айтылмайды. Демек, осы мәселе өте өзекті. Жаңағы бағдарламалар бізде өте көп болды. Тәуелсіздік алған жылдары бері шындап айтқан кезде жаңа индустрияландырудың бірнеше кезеңдерін өткізіп тастадық. Кейін келіп бізде ұлттық жобалар болады деді мысалға. Ол ұлттық жобаға осынша миллиардтаған долларлар қарастырылады деді. Қазір біз қарасақ, ол ұлттық жобаларда жоқ. Сонда оның бәрі не үшін жасалды? Мемлекеттік бағдарлама қандай бағанада жасалды? Сонда оның бәрі былай айтқан кезде түкте, былай айтқан кезде қазіргі экономикалық жағдайды сипаттап, Қазақстанның ендігі даму келешегі қандай бағытта жүретіндігін айқындап беретін бізге бір бағыт-бағдар керек та. Енді бұл Аспердің жұмысы ғой. Сол экономикалық үлкен модельді көрсетеді. Осы мәселе болмаса, халық ұйыспайды. Халықтың бір идеяда ұйысуы, алдыға қарай жылжуы болмайды. Неге мысалға кезінде Алаш арыстары Әлихан Бөкейхан Алашорда үкіметі үшін Мэйдзи жоспарын жасап шығып, соны ұсынғысы келді. Жапонияның үлгісінде. Ұлттық экономикалық модель мынандай болады. Ұлттық жаңағы бағыттағы елді құрамыз десек, экономикасы мықты ел боламыз десек, міне үлгі. Міне осы бағытта біз дамимыз деген сияқты. Ал халық соған бірікті, сол бағытта азаматтардың бәрі алға қарай мақсат қойды, үміт пайда болды, сенім пайда болды дегендей. Ал қазір ондай жағдайды біз сезіп тұрған жоқпыз. Өкініштісі сол. Идея керек, экономикалық идея дейді. Экономикалық идея керек те, сол идеяның бәріне түсіндіру керек. Сол идеяның астында біз бір Чеболи деген Кореяда, оңтүстік Корея Чеболи, жаңағы 10 мықты стартап таңдап, мемлекеттік көмек беріп, оларда ірі компания, бәрі қазір Kia, Hyundai, LG кезінде, LG соның барлығы осы Dell, осы Chevrolet солдан шығып, оңтүстік Кореяны алға өздері жетелеп алып кеткен. Samsung мысалы, қазір мысалы әлемдік деңгейде, ол үлгі бар, тағы басқа модельдер бар. Сондықтан мен ойымша бізге шетелдік біз бәрін ұсындық. Мықты менеджерлерді министр қылуға, кәдімгі шетелдік мысалы неміс азаматын Германиядан алып келіп мықты нені министр қылып. Қарсы шықтық қой, Шарлапаев министр болып келген кезде Ресейден Сбербанктың жақсы деңгейге көтерген азаматтарды, Енді сондай нәрсені түсіндіру керек те, бұл азаматтар бізге елге берер. Бұл азаматтардың бізге елге берер. Мысалы неміс деген мысалы менеджер, ол өзінің жаңа кейсін, ол кейін айтады, мына Қазақстан көтерген жоқ. Ол өзінің несі үшін, репутациясы үшін жақсы жұмыс істейді. Көптеген мен сырттан жалдамалы қызметкер ғой, келіп бітіріп кетті. Оның KPI несі бар, ол айтады, мен осы уақытқа дейін осылай көтеріп кетемін деп, нақты не береді. Ол сол үшін жұмыс істейді. Сосын жаңағы олар менталитеттері кішкене басқа, олар жаңағы өзінің мысалы немістердің несі, орнының системасы, жаңағы несін бәрін үйретеді. Қазақтың бәрін үйретеді, бізде мысалы система кішкене өзгереді. Мен ойша ақындап осы ойды ақындап қарастыру керек. Наемный үкімет дейді ғой, жалдамалы топ менеджерлердің мысалы командасы сияқты үкімет. Питер Фостер сияқты кетпей қалады деп қорқама. Бірақ Эйр Астананы көтерді ғой. Белгілі бір деңгейге. Осы жерде ойымды айтайыншы. Осы жерде мен қатты келіспегім келмейді да көп жерде. Неге өйткені біз талай шеттен шақырып та көрдік, негізі талай сарапшыларды, кеңесшілерді, басқа жағдайды қарасақ та мысалға. Сондықтан да бізде үкімет негізінде өзіміздің сарапшыларды, өзіміздің нақты мамандарды бағаламайтын сияқты көп жағдайда. Және сол көрінеді де. Одан кейін бізде қазіргі үкіметтің жағдайына қарасақ, өз салаларында кәсібилігі байқалмайды да көп жағдайда. Осы мәселе айқын көрінеді. Негізінен кәсіби маман бару керек бір, одан кейін елге, ұлтқа жаны ашитын азаматтар бару керек та. Сол кезде мен ойлаймын, халықта да сенім пайда болады. Жаңағы біз айтып отырған жетпей тұрған дүниелер сол кезде пайда болады, және де сол кезде бізде экономикада алдыға қарай келушілік болады. Не болса да жаңағы күйіп барып, мен осы үшін үлкен жауапкершілік алам, және соған мен қызмет жасаймын дейтін. Ал бізде қазіргі менеджерлер үкіметтегі өзіне жауапкершілік ала алмайды. Бір, өз шешім қабылдай алмайды. Екі, ешқандай нақты көріп тұрған нақты стратегиялық межелері жоқ. Үш, ондай менеджерлер жалпы бізге керек па, жоқ па? Нақты осындай. Барлық үкіметке топырақ шашқым келмейді, ішінде жақсы азаматтар бар. Бірақ ондай азаматтар өте аз болып тұр, өкініштісі сол.
бізде жаңағы шетелдікке қатысты корпоративный управление деген система енгіземіз деді де. иә Сонда басқарма құрады, бір шетелдік кім екенін белгісі, ол қайдан келген, бір шетелдік басқарма мүшесі қылып па? Оларды ол жаңағы независимый директор қойып қойды, ол жаңағы свадебный генерал сияқты отырғызып қойды, олар дым істеген жоқ, айлықтарын алып отырды. Сондықтан біз кейде бір нетіп қалдық та, негатив бізге бір осы шетелде ешкім бітірген жоқ деген сияқты. Негізі оған ешкім жұмыс оған ешқай сен тапсырмаң. Олар тәуелсіз директор болды көбісі. Сен тәуелсіз директор болып отырасың, жаңағы хаттамаларға қол қойып отырсың, жаңағы акционерлердің жиналысына келесің, жаңағы қатты бір нетпейсің деп оларды жаңағы нетіп қойған. Кәдімгі жұмыс етпейді, шетеп жаңағы міндет айтып қойған. Ол фикция болды. Ал шын мәнінде бір жоқ, ұлттық ұйымдастың премьер-министрі мысалы бізде білім, ғылым, ол өзіміздің ұлттық мысалы өндіріс пен экономика. Осы өндіріс пен экономика жаңағы нақты нелер, жаңағы қаржы мысалы, сол кезде мықты мысалы дүниежүзілік банктің жаңағы мықты экономистерін, сол сияқты мықты нелерді тартып қойса, онда мүлде әңгіме басқаша болады. Кәдімгі жұмыс істеп жүрген жауапкершілік артып. Жаңағы свадебный генералдар емес болған дейін жүрген. Олар ешқандай бір бізден ешқашан бізден артық мамандар емес қой, сол келіп жүргендер. Бізде ондай модель келе жатқан сияқты. Шарлапаевтың келуі, ресейден арнайы алдырылуы, иә, болмаса Турловтың банк жүйесіне келіп өзгерістер енгізе бастауы, жаңағы Каспийге бәсекелес компания. Бұл енді 2-3 бір не ғана болып тұр да. Бірақ олар келеді де бізде тезірек азаматтық беру жерге тырысамыз бәрі жағырып. Енді азаматтық берудің қажеті жоқ. Тек оларға мандат беріп, нақты кепиланы қойып, әр жұмысты мысалы шынайы қадағалап отырып, бәріміз қарап отырып, бүгін жаңағы Йоган Штерн деп қойып, не істеді, ол тәртіпте тұрды, опа істеді деп бәріміз және түсу, кәдімгі жұмыс жақсы жұмыс істейді. Бізде негізінде біраз азаматтарымыз болашақпен оқып келді ғой, мысалға. Соларға қолайлы жағдай жасай алмады біздің үкімет. Соларға бағыт бағдар беретін, біздің өзімізде үкіметте жұмыс жасап жатқан немесе квазимемлекеттік секторда жұмыс жасап жатқан мамандар, азаматтар мүмкіндік бермеді олардың қанаттарын жайып дұрыс жұмыс жасауларына. Сондықтан да көбісі кәсіпке кетті, немесе қайтадан шетелге кетті. Сондықтан осындай нақты көруге болады, бізде осы жүйеде көп біраз нәрсе дұрыс емес екен. Ал енді жаңағы шетелге байланысты халықаралық валюталық қор болсын, дүниежүзілік банк болсын, олардың мамандарын бізге қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Өйткені мынау модельде егер қарайтын болсақ, Сингапур мен Малайзия дамыды, не дамып кетті. Олар халықаралық валюталық қорды жолатқан жоқ өздеріне. Кәдімгідей жолатпады. Өйткені кім оларды жолатты? Олар наоборот авария болды. Көп жағдайда. МВФ-ті жолатудың қажеті жоқ, МВФ туралы әңгіме жоқ. МВФ өте қауіпті нәрсе. Егер де қарайтын болсаңыз, көбінесе сол МВФ-қа қатысты айтқым келеді. Мысалға Монголияға барып презентация жасайды ғой, енді анау кезіндегі соғыстан кейінгі жылдарда әлем экономикасын қатты қалыпқа келтіреміз деп Моргентау, план Маршалла деген болды ғой, соларды барып таныстырған кезде сол Монголиядағы азаматтарға экономиканы бүйтесіздер, сөйтесіздер де бір презентацияда Эквадор деген сөз жүр дейді да. Сонда бір шаблонды алады да атын өзгертіп барып бәр мемлекетке бір шаблондарды кіргізе берген да. Бізде МВФ-пен бізде күйіп қала жаздағанбыз, бірақ енді өзіміздің кішкене резервтеріміз болды да. Жоқ, мен бұл жақта айтайын деп тұрмын, бір мықты менеджер, ол дүниежүзілік банк деген жай не ғой, сөз мысалы JP Morgan'да істеп жүрген мықты менеджер мысалы, немесе өндіріс жаңағы бәрін көтеріп мысалы Финляндияның өндірісін, Швецияның өндірісін, әсіресе швед менеджерлер өте мықты саналады, есептеледі, швед менеджер, сосын неміс менеджерлер. Сондай бір мықты жанып тұрған, бірдеңе өзгерткісі келетін істейтін бір менеджерлерді негізі қойып көру керек, бірақ оны бүкіл қоғам болып қарап отыруымыз керек те, жаңағы қоғамдық бақылау мықты болу керек қой, мемлекеттің бақылауы, жауапкершілік KPI-ы. Соған келеміз. Мынау енді мына мәселе бәрін емес, істеп беріңіз деп. Жоқ, оны мойындап айту керек. Біз мынаны істей алмай қойдық өзіміз. Өзіміздің таныстарымыз көп. Бізге бәрі телефон звондайды. Бәрі бізге жұмыс етпейді. Мына сен десек, ана таныс, мына таныс звондайды. Ал сіз келсеңіз, сізге ешкім звондамайды мысалы. Сіз осындай еркін. Сіз жемқорлыққа араласпайсыз. Екіншіден, ең бастысы тағы бір не? Шетелдік судьялар. Кәдімгі ешқашан пара деген нәрсені білмеймін, американдық судьяларды біздің соттарға отырғызып қойса, мысалы, бір жыл. Оларға бәрібір десеңізші. Оларға бәрібір. Ол тек қана доказательство, мынау неме қарайды да, не бір жыл бойы, бір жыл контракт. Олар енді бір жылға нетсе, егер олар келу қиын, бірақ онда біз бүкіл өзіміздің сот системамызды бүкіл жақсы жасап алады. Қызық модель. Сосын искусственный интеллект судья болса. Жасанды интеллект судья болатын болса. Сондай кейін жасап алады. Мысалы біз сот системасы судьялыққа жаңағы қаржыны жасанды интеллект ол жаңағыдай объективті есептейді ғой. Оған пара бере алмайсыз ғой. Ортаға салады да, міне мынанікі басым 51% болып шешім шығарып. Бірақ қауіпті енді жасанды интеллект. Электронды суд жасау керек. Барлық жаққа кіріп жатыр ғой енді қазір AI. Болмаса біздің басқаруды кейін AI мықты болса, біздің Қазақстан басқаруды жасанды интеллектке беру керек. Тоқаевтың моделін жасап қойып, Путин сөйлесті ғой өзінің AI жаңағы аватарымен.
сол сияқты. Мынау мәселен айтпай қалдық, сыртқы қарызды айтпай қалдық, осы әңгіме жиі айтылады, қаржылық сауаттылық туралы келген кезде, ойбай біз бәленбай миллиард әрқайсымыз қарыз екенбіз, қалай ел боламыз, құрыдық деген сияқты эмоциялар. Кішкене айтайын, енді бұл статистикалық ойындарда негізі сыртқы қарызға біздің фирмааралық инвестициялар келген, фирмааралық өзінің фирма арасындағы жаңағы контракттар бәрі кіре береді. Ол бөлінеді ғой жаңағыдай. Мемлекеттің кредиттері кіреді. Біз сол сыртқы қарыз деп отқанымыз ол 160 миллиард доллар. Бірақ ол біз қарыз емеспіз ол. Ол инвестиция нелер, жаңағы контракттар, жаңағы поставка товара дейді. Біз үкімет, жаңағы халық бәріміз қол қойып қарыз ол 12 миллиард доллар. Ол 12 миллиард доллар. Оны түсіндірейін. Осы ол мемлекеттік борыш деп аталады, государственный. Оған бөлек. Абай сенің де қатысың бар, Мәкеңнің де қатысы бар, менің де қатысым бар, ол бізден талап етіледі, мемлекеттен жалпы салық неден. Бірақ оның ішінде, осы 12 миллиардтың ішінде 70%-дай ішкі қарыз. Ол жаңа мен айтып отқан қаржы министрінің облигация шығарып, жаңа компаниялар облигацияны сатып алады ғой. Сол ішкі қарыз, ол теңгелік структураланған жаңа облигациялық қарыздар. Сонда сол 12 миллиардтың 30% ғана сыртқы жаңағы ЕБРР бар, Азиатский банк развития, Азия даму банкі бар, АБР бар, тағы да бір фондтар бар, Мубадала сияқты мысалы, Сингапурдың фондтары бар. Сордан жаңағы инфрақұрылымдық жобаларға, Бакат сияқты жол салуға, жаңағы Батыс Еуропа, Батыс Қытайға сияқты жол, мысалы Ақтау порты құрты, жаңағы Құрықтағы порт, сол сияқты үлкен жобаларға алған қарыз. Мысалы 3-4 миллиард теңге көлемінде. Сол ол инфрақұрылымдық нысаналы қарыз, сол инфрақұрылым жасалады, одан кейін ақшасы сессия бойынша жыл сайын төленіп отырады. Сондықтан жаңағы сыртқы қарыз деп 160 миллиардқа назар аударудың ешқандай қажеті жоқ. Себебі оның көп болған дұрыс, өйткені оның ішінде инвестиция бар ғой. Көбі сол инвестициялық жобаларға кетеді екен. Ал біздің таза өзіміздің қарызымыз 12 миллиард, бірақ оның өзінде қайтару мысалы қазір жыл сайын 1,1 триллион теңге бізді осы мемлекеттік қарызды қайтаруға кәдімгі кредит төлеген сияқты біз жылына 1,1 триллион теңге бюджеттен төлей бастадық. Ол кішкене салмақ сала бастады. Сондықтан осы қарызды, енді алған қарызымыз бар ғой, бірақ енді қайта үстіне алып көбейте бермей, кішкене мынау Минфиннің, қаржы министрлігінің облигациялар үдерісін кішкене бір қысу, азайту деген сияқты бізде ұсыныстар, енді сарапшылар ұсыныстар бар да, енді оған қалай қарайтын. Бірақ негізі кішкене осы 1 триллион теңге ғана төлейтін, одан бірақ арыс кетпейтін бір шек болу керек сияқты. Бірақ кейде бір шек бекітеді, жыл сайын бекітілген шектері, қарыздың бекітілген шектері бит-бит кішкене аса бастайды, өсе бастайды. Ол мемлекеттік борыш қана бізге әсер етеді, қалған көбісі. Мен осы жерде ойымды айтып кетсем, жалпы келсем, ол біраз мәселелерді жаңағы неге байланысты. Инвестиция, қарыз, сыртқы қарыздың ішіне кіріп кетеді. Сол кіргізіп жіберген бізде. Ол фирмааралық берешек деп тұрады жаңағы. Ол негізінде тиімді, өйткені ол елдің өндіріс мүмкіндіктерін арттырады, жаңағы инвестициялық экономикалық өсімге әсерін тигізеді, ол керек дүние. Бірақ енді оның ішінде де егер талдайтын болса бар, ол инвестиция қайда тартылып жатыр, шикізаттық секторға ма, жоқ әлде өңдеуші өнеркәсіпке ма деген сияқты. Егер бізде 30 жыл бойы сол шикізаттық секторға негізінен тартылып келді. Сондықтан да біз Қазақстан экономикасының бүгінгі бейнесі мұнай болып тұр деген сияқты да. Сондықтан оны барынша өңдеуші салаға қарай бағыттау керек деген мәселелер ол бар. Одан кейін жалпы инвесторлардың өзімен де жаңағы жасалынып жатқан келісім шарттар, оның ішіне егер кіріп жаңағы біздің жұмысшылардың мүддесі қалай ол жерде қорғалып жатыр, шетелден келген тура сол бір позициядағы жұмысшымен айлықтары бірдей емес па деген сияқты мәселелердің бәрін қарастыру ол негізгі мәселелер. Оның тағы да ішіне кіру керек. Бірақ негізінен қайткен күнде де елге инвестиция тартылып жатса ол плюс. Ол дұрыс. Өйткені ол біздің экономикамызды тек қана өсіміне үлес қосады. Ал енді осы жерде тағы бір мысалға жаңағы қарыздарды егер қарап отыратын болса, жаңағы үкіметтің өзінің қарызы, және Айекең айтып отырған, содан кейін тағы да бөлек осы үкіметтің өзінің квазимемлекеттік сектор деген бар, және ол көбінесе айтылмай қалады. Ол өзге де қарыздардың ішінде жатыр да, Ол 40 миллиард доллардан асатын қаражат, мысалға. Оның өзге де қарыздардың ішінен квазимемлекеттік секторының қарызы қанша екенін нақты бөліп айтып тұрған дұрыс. Өйткені ол 50%-дан астам мемлекеттің меншігіндегі компаниялар. Сыртқы мемлекеттер оған қарыз берсе, ол компанияларға ол мемлекеттің үлесі бар мемлекеттік компания деп береді, мысалға. Ал ертең ол компаниялар қайтара алмай қиналып жатса, амал жоқ, үкімет оған көмекке келеді. Оның логикасын былай түсіндіріп өтейін, білемін ол логикасын. Толық мемлекеттік үлесі болмағандықтан, мемлекет былай істейді. Егер мемлекет сол компанияны қарызын қайтарғанда мемлекеттік гарантия берсе, ол сол қарызды структурасын неге өзіне алады, жаңағы мемлекеттік борышын ішіне алады. Мемлекеттік гарантия берілмесе, тек қана квази алды, бірақ енді ол жаңағы бизнес оған өзі сеніп берді. Соның жаңағы мемлекеттің үлесі қанша, ол соған ғана жауап береді, мысалы сол қарыздың ішінде, мысалы
10 миллион доллар алды қарыз алды дейік, бірақ мемлекеттің үлесі ана компанияда 30%, сол 10 миллионның 30% ғана мемлекет жауап береді. Өйткені гарантия бермеген. Егер гарантия беретін болса, мысалы БРК, мысалы отбасы, мысалы даму деген институт алатын болса, ол мемлекет гарантия береді, онда жаңағы мемлекеттік борыш деген статистикасының ішіне кіреді. Мына жақта бизнес ретінде жаңағы квази мемлекеттік компания, ішінде мемлекеттік үлесі бар, бірақ квази, өйткені мысалы қалған 50% мысалы жеке адамның қолында болды. Онда жаңағы қарыз алғандар ол бизнес ретінде қарыз алып отыр да. Бізде сонымен осы жылы тағы бір жаңалық, ол ұлттық қор балаларға деген жоба болды. Енді біз ұлттық қордың ақшасын, қаржысын, енді кепілденген трансферттерден бөлек келер ұрпаққа деген саясат қой, енді бұрыннан келе жатқан. Енді келер ұрпаққа деген саясатты енді бір жүзеге асырып жатқандай көрінді, балалардың шотына жеке аударамыз деп. Енді осы саясатты шынымды айтсам қарабайырлық па, бірақ онша түсіне алмадым да. Жарайды, трансферттерге жыл сайын бюджетке бөліп жатыр. Одан бөлек келер ұрпақ дегенді қанша жыл, ол астарында не жатыр, кімнің игілігіне жұмсалады, әлде бір стихиялы апаттар, тағы да үлкен катастрофаларға кезінде ма, келер ұрпаққа деп кімге, қанша жыл мысалға, балаларға қазір түсінікті бере бастады 18 жасқа толғаннан кейін, яғни 18 жылдан кейін балалардың игілігіне жұмсалады. Біздің жасымыз бірде болғанда келер ұрпақ біз ғой, қазір 30-ға келдік дейік, 30 жылдан кейін біздің игілігімізге қазір жұмсалу керек еді. Біздің игілігімізге жұмсалып жатыр ма? Халық осыны сұрақ қояды ғой ертең. Біз сұрақ қоямыз, бізден кейін басқа ұрпақ 50 жылдан кейін сұрақ қояды, мен 50-ге келдім, менің игілігіме не келді дейді ғой. Жақсы сұрақ. Бұл жерде енді шын айту керек. Ұлттық қордың өзінің құрылу мағынасы, модель біз Норвегияның мысалында алып құрдық қой. Қазіргі уақытта Норвегия номер 1 әлемде 1 триллион 300 миллиардтан астам доллар қаражаты бар. Ұлттық қорында. Ұлттық қор сондай болып отыр. Және де ол қор жаңағы келер ұрпақ үшін ғана деп қана емес, тұтас халықтың игілігі үшін жұмсалады. Жалпы елдің ішіндегі білім бар, тегін медицина, бүгін халықтың игілігіне. Мінекей осы дүние, осы құндылық өте маңызды. Бірақ енді біз ұлттық қорды құрып жатқанда келешек ұрпақ қоры деп айтылған. Және ол әлде де айтылады, бірақ ол сол келешек ұрпақ қоры деген бүйтіп кішкене сырылды да. Көп жылдарда ол қаралы күндерге арналған қаражат деп келді да, жаңағы қаржы дағдарыс болып қалды ма, ұлттық қордан алып бастады 2007 жылдан кейін. Сол бір әдетке айналып қалды да, сосын ұлттық қордан ақшаны аударып отыр. Және қазіргі уақытта мысалға өткен жылы рекордтық көрсеткіште ұлттық қордан қаражат аударылды да. Және ол пандемия кезіндегі, дағдарыс кезіндегі аударылған қаражаттан да асып кеткен. Сонда сұрақ туындайды, біз кризис кезінде аз аламыз да, экономикалық өсім болып отқанда көп аламыз. Неге деген нақты сұрақ та. Ал егер тура осылай кете беретін болса, онда ол келер ұрпақ қор болмайды. Келер ұрпақ. Және де ол ертең түбі көрінеді. Және де ертең балаларымызға 100 теңге, 200 теңге счеттарына түсіп күледі ғой халық. Мысалы, бұл не деген сұмдық деген. Мен түсіндіреді дұрыс. Жалпы ұлттық қор балаларға ол таза саяси бір идеологиялық патриоттық жоба. Оны экономикалық несі жоқ. Көңіл күй көтеретін. Ол балалар кішкене, Қазақстанда әр балаларға оңайдан ақша түседі. Араб елдері сияқты бір ертегі болды ғой. Бізден жанама сезініп келдік қой, соны тікелей сезінсінші деген мәселе ғой. Ол негізі идеология жағынан ол дұрыс істелген. Қазақстан араб елдері сияқты өз балаларына жаңа адамдардың ақша береді екен, мұнайдан түскен. Әр баррельден сен ақша алып жатсың деп жаңа айту үшін. Ол қазір біз әлі сезген жоқ, бірақ әр балаға $300 осы жылдың аяғында кейін түседі ғой. Сол кезде жаңағы жыл сайын $300 ғой. Енді шамамен қазіргі модель бойынша $300. Енді ол қайдан келеді ақша? Мен түсіндіре кетейін. Қорда қазір $58 миллиард бар. Қазір $58 миллиард. Оның $10 миллиард ол стабилизационный фонд деп аталады. Ол жаңағы тұрақтандырушы, ол содан жаңағы не алып отырады. Онда кэш, содан жаңағы трансферт, бюджетке трансферт, сөйтіп айналып келіп отырады. Оған келеді жаңағы мемлекеттік бір меншік сатылса, соған келеді. Мұнайдан түскен ақша соған кетті жаңағы. Қалған 48 миллионы ол жаңағы жинақтаушы фонд деп аталады. Ол жаңағы ақшаны акцияларда, облигацияларға салып отырады. Сонда 48 миллиард долларды біз акциялар түрлі әлемдегі бар ғой. Apple бар, не бар, Американың облигациясы бар, Treasuries деп аталады. Мысалы, Англияның облигациясы бар, мемлекеттік. Безрисковый дейді, ол ешқандай, ол 100% сен ақшаны қайтарасың. Сонда 1%, 1,25%. Сол мысалы 48, енді 48 миллиардтан 1,5% дейік. Қанша доллар? 48 миллиардтан 1,5%. Жуықтап жаңағы 50 миллиард деп есептеген тиімдірек болатын шығар. Жаңағы 50 миллиард деп есептесеңіз. 1% қанша? Қанша болды? 5 миллиард 500 миллион да? 500 миллион. Және 750 миллион. 750 миллион ол инвестициялық табыс. Сол біз жылына қанша инвестициялық табыс табамыз? Соның 50%-ін балаларға аударамыз.
Сонда балалар негізі мұнайдан түскен ақшаны емес, мұнайдан акциялардан түскен. иә, сол мұнайдағы түскен ақшаны айналдырып, содан біз қанша акциялардан үстен проценттен таптық, мысалы банк депозит сияқты ғой, депозиттен қанша таптық, соның жартысын балаларға береміз. Сонда бір жағынан біз таза мұнайдан түсіп жатқан ақшаға тиіспейміз, бірақ ол жақта ұлттық қорды басқаратын жаңағы нелер, жаңағы институттар ұлттық қорды басқарып отыр, стратегиялық несін, инвестициялық. Солар өте мықты жұмыс істеу керек та, өйткені олар барынша көп нету керек. Сондықтан жаңағы 5 миллиард болса, ол жаңағы 10% болды. 10%. 50 миллиардтың 10%, 5 миллиард. Оның тең жарымын алады ғой. 750 миллиард, 1 миллиард ғой. Сонда сол ақша балаларға үлестіріп береді. Қанша бала бар Қазақстанда? 18-ге дейін толмаған қанша бала бар? Соған бәрінің атына спецшот, ол отбасы банк арқылы жүреді. Бәр баланың спецшот тұрады. Соған ақша түсіп жатты, жаңағы кейін бір иін теріп, баланың иіні бар ғой. Сол баланың иін терсеңіз, кейін сервис болды содай. Сіз баланың иін терсеңіз, баланың иін сол баланың шотында қанша доллар тұр қазір, елімізде теңгемен көрсетіле ме? Сол көрсетіп тұратын болады. Бірақ оны тиісе алмайды жаңағыдай. Оның бір өзінің 18 толғанша. 18-ге толғаннан кейін оның мақсатты жұмсалатын несі бар, оқу. Оқуға ғана. Оқуға және баспана алуға деп айтты. Баспана және ем бір бала ауырып қалуы мүмкін. Сол біздер ем несі қарастырылатын шығар? Ем жоқ екен. Ол жерде екі ақ бағытта екен. Баспана алуға. Ем кейін қосылады деген нелер енді қарастырып жатыр екен. Если ауыр бір дертке шалдыққан бала болса, оның енді оған оқу қазір баспана емес, денсаулығы керек болып тұр ғой. Сонда оның емі де кейін қосылуы мүмкін. Бірақ сал баспана. $300 енді жылына есептесеңіз, бір жастағы бала 18-ге $300 көбейту керек. 36, 40 енді 4,5 мың, $5,000 $5,000. Аха, $5,000 сол қазір туған бала 18-де туғаннан кейін мемлекеттен $5,000 алады да. Соны мысалы өзінің оқуына. Ол кезде бір жылдық оқуына жетсе де. Жоқ, доллар енді нетпейді ғой бізде. Ол өседі ғой, Айкин есебі бойынша $5,000 ұлттық банктың өкілдері $3,500 деп келтіреді да. Жоқ, біз енді инвестиция саласын артатынына сеніп отырмыз ғой. Сондықтан бұл жерде енді мынандай жағдай ғой, мысалға ол $3,000 деген мысалы былай айтқанда $1 миллион теңгедей ғой. Қазір енді сіз 18 жасқа бала толғаннан кейін тағы сондай ақша тұрады да, шамамен, бірақ ол кезде теңге қалай болатын тағы белгісіз да, 18 жылдан кейін. Жоқ, аударған кезде мысалға дұрыс айтасыз, доллармен болады, кейін сол кезде курспен бойынша аударылады. Бұл жерде мен айтқым келетіні оқу ақысы қаншалықты өсуі мүмкін да. Қазір мысалға 1 миллион теңгеге сіз бір жыл оқисыз шамамен, бакалаврда, ал ол кезде қалай болады мысалы? Енді оны бәрін мемлекет жасай алмайды ғой. Қолдан келгенше. Сондықтан да жаңа Айкин есебі бойынша $5,000 отқан, оның өзі жақсы да мысалға. $3,000-ға қарағанда да. Ал енді егер де тағы бұл жерде инвестициялық жаңағы басқарудың тиімділігін арттыратын болса, егер де шын мәнінде оны дұрыс өсімін көбейте алса, ұлттық қордың түсімдерін арттыратын болса, онда ол еселеп артады. Негізі біз мысалы мұнайның арқасында 100 миллиардқа жетіп алсақ, мысалы доллар, вот $100 миллиард. Оның 5% $100 миллиард, жылына 5-7%, может таза мұнайдан ақша тоқтады, $100 миллиард бар. Соны егер жылына күштілеп мықтылап инвестиция отырсыз, жаңа мықты облигация тауып, нарықтан акция тауып, сөйтіп 7%, жылдың аяғында 7% табысқа шығарып берсе, ол $107 миллиард. Онда біз экономикамызға, өзіміздің немізге $7 миллиард аламыз, бюджетімен ала аламыз. Бюджетімізге тартып аламыз, сол $7 миллиард біз мысалы трансфер ретінде күн көре аламыз. Ал біз $200 миллиард жеткізіп алсақ, біз уже процентпен негіз күн көріп отыра алатын модель бар негізі. Модель бар. Менің сұрағым әлі маңызын сақтап қалды ғой. Яғни енді шын мәнінде міне қолыңа ұстап көретіндей келер ұрпақ деген жаңа концепция енді жүзеге аса басталды ма сонда? Енді аса басталды. Біз мысалға 30 жыл бұрын туған біз келер ұрпақ едік қой негізінде бізде. Солай емес пе? Сізді ұрпақ деп есептеген жоқ қой. Сол есептемеген ғой. Бірақ саясат сондай болған. Ұмытылып кеткен ұрпақсыз. Халықты қалай алдап осындай үмітпен өмір сүріп келе жатқанын сіздердің алдарыңызда бірге дәлелдегім келді ғой. Міне енді халықты ақымақ емесе көріп, міне балаң, сенің балаңа бір баррель осынша болды. Оны акцияға салдық, Қазмұнайгазға немесе Кикокқа. Біз енді 30 жыл жоғалтып алған мемлекетпіз. Біз өзіміздің 30 жылымыз жоғалтып алған мемлекет. Appleға салдық, міне одан келді, сен балаңа осынша түсті деп түсіндіріп отыратын қарапайым экономика, бірақ халық түсінеді, өзінің шөтін көреді. Шын мәнінде дұрыс деп есептеймін, егер де шын мәнінде жаңағыдай. Сол жасау керек, сервисті жасайды, иін саласыз. Сіздің балаңыз шотында қазір осынша доллар тұр деген сияқты. Бұл жерде тағы қосып кететін жағдай бар да, ұлттық қордың көлемін ұлғайтудың бір тиімді жолы бар. Ол біраз жерде мен сұхбаттарымда ұсынып айттым, ол жаңағы ұлттық қорға
елге қайтарып жатқан активтерді тікелей түсіру. Негізі мен өте келісемін. Тікелей түсіру. Сонда біздің ұлттық қорымыздың көлемі тез артады. Елден кеткен ақшаның көлемін нақты есебін ешкім берген жоқ. Бірақ әртүрлі есептер, ұлттық экономика министрлігінің өзі ол 100 миллиард доллардың үстінде деп айтып отыр. Қоғам белсенділері әр жерде әртүрлі. Популизм ретінде әртүрлі өздерінің ойнаған цифрлар айтып жатыр. Иә, 200 миллиард доллар дейді. Ол қайда кетті? Ол ақша қайда түсті біз білмейміз. Ол шынымен де сол ақшама қалай бір есебі бар ма? Сол өте дұрыс айтады. Ол егер ұлттық қордың системасы түссе, ұлттық қордың жаңағы есептілік деңгейі кішкене басқаша. Ол кішкене ашықтау. Ұлттық қорға түссе, онда көре аламыз. Цифраны көре аласыз. 58-ден 60 болды, 100 болды бірден. Қазір бір бөлек шот ашып жатыр оған, жаңағы арнайы комиссия құрылды дейді. Тағы кім осындай мәселелер бар. Негізі ұлттық қорға лақтыра салу керек сол ақшаны. Ұлттық қорға лақтыра салса, ұлттық қорымыз еселенеді бір. Ол жақтан ақша оңайшылықпен шықпайды, ол қадағаланып тұр қазір. Оның бәрі бағаланады, бағытталады. Ол жердегі басқарып отырған мамандар да мықты қазір белгілі дәрежеде. Қазір ұлттық банкта өзі қарайды, жаңағы халықаралық сертификациясы бар мамандарды сол жаққа қоюға тырысады, жаңағы халықаралық аудиторлар ғой. Иә, жаңағы CFA сертификаттарының иегерлері деген сияқты. Депутаттары сол комиссияда бар, жаңағы активтерді қайтару жөнінде, бірақ кім бар екенін басқа комиссияда жоқ әріптестер білмейді. Депутаттар қайсысының өзінің комиссияда бар екенін білмейді. Сол тағы бір не айтады, ол активтер деп аталады. Не үшін активтер деп аталады? Ол негізі бір ақша түрінде емес. Ол бір жақта жатқан жер болуы мүмкін. Үй, коттедж, вилла. Испания бойындағы бір вилла, бірақ оны сату керек. Бір сату керек. Оны жаңағы Испания сатқызам екен. Ол жаңағы ол ақшаны бір ақша ретінде кеш ретінде қайтару керек қой бізге. Біз оны жерді, вилланы ұлттық қорға сала алмайсыз. Иә, бізге керек емес. Егер облигация болса ұлттық қорға апаруға болады. Ал мысалы жер сияқты активтерді ұлттық қорға сала алмайсыз. Оны сатып бір аукционнан ақшасын шығару керек. Осы жұмыстардың барлығы әлі не де? Бізде өте жабық. Сол себепті халық күмәнді, ол кімнің ақшасы, не үшін қайда жұмсап жатыр деген. Жаңа енді әңгімемізді қорытындылайық. Салық мәдениетінен бастадық қой. Сіздің кеше постыңызды оқыдым. Салық мәдениетін қалыптастырмасақ, біз мемлекет ретінде онда жойыла беруімізге болады деп. Осы сөзіңізді кішкене тарқатып, сонымен қорытындыласақ болатын шығар. Енді салық төлемейтін қоғамның болашағы жоқ. Өйткені салық сіздің болашақтағы зейнетақыңыз, біздің студенттердің шәкіртақысы, көп балалы аналардың қазір алып отқан әлеуметтік көмектері, мүгедек балалардың әлеуметтік көмектері бәрі салықтан құралады. Егер біз өзіміз табыс тауып, қазір табыс табатын мысалы немізде, қолымызда күшіміз бар, қайратымыз бар, бірақ оның бәрі ұзаққа созыла бермейді ғой. Егер біз дәл осы кезде салық төлемейміз, мемлекетте жоқ көмек, мемлекет ол ақшаны қайдан алады? Одан кейін жаңағы нағыз көмекке зәру әлеуметтік өз не бар, тап бар, сол жағы өте қатты бір ауыр жағдайға душар болады. Біз өзімізді бұл не сияқты ғой? Салық деген негізі көмек қоры сияқты. Қазір өз табысымыздан ортақ қазанға тастаймыз. Мемлекеттің үлесі осыны әділ үлестіру. Нақты ашық. Мынау сіздерге, бәрі біліп отыр, мынау жолға, өткен жол жасау керек, мынау су тартайық, мына жерде, мынау сіздерге пенсияға деп сөйтіп нету. Бүкіл елдер, дамыған елдер бәрі осы салық мәдениеті арқылы дамыған. Салық өткені олар әдейі салықты, жалпы салық төлемейтін адамды ең ауыр қылмыскер деп санап. Ол мәдениет бізде жоқ. Осы мәдениет бізге келмесе, біз қазір ақшаны енді жердің астынан қазып, мұнай шығарып алып отырмыз ғой, бірақ ол ұзаққа созылмайды ғой. Енді ол қанша жыл? Әртүрлі цифрлар бар. Әртүрлі цифрлар бар, бірақ бәрі бір шегі бар, ешкім айтпайды шексіздікті. Біз енді мәңгілік ел, мәңгі мемлекет болып тұрамыз десек, біздің негізгі мұнайымыз осы салық. Сондықтан салықсыз мен салық төлемесем, мәкең салық төлемесе, сіз салық төлемесеңіз, біздің қоғам адам болмайды. Сондықтан біз осыны өзіміз ішкі мәдениетімізде ішкі түсінігіміз қалыптасу керек. Салық мәдениеті деген адамның ішкі түсінігі. Сондықтан ал мемлекеттің несі осы салықты қазір төлеу процесін оңайлатып беру. Басқару құқығын беріп па, соны дұрыс бөл. Қиындатпау керек. Бірінші салық төлеу процесін оңайлатып, өте оңай салық төлей салайын. Екінші түскен салықты бәрін ашық көрсету. Мемлекетке де аса қатты бір миссия тұрған жоқ бұл жақта. Осы екі нәрсені істе болды. Ал бізде ішкі немізде салық төлеуім керек деген не болу керек ішкі үлес. Қарапайым ғана ойын ережесін дұрыс қою керек та бұл жерде. Мысалға тек қана қысым көрсету ғана емес, сонымен қатар ынталандыру арқылы да оны жасауға болады. Әлемдік тәжірибелерде бар ол. Мысалға қосылған құн салығы, сіз кірдіңіз супермаркетке, тауарларыңызды алдыңыз, қосылған құн салығын сіз егер QR-мен жаңа түбіртекті алғаннан кейін бір сүріп жібере салсаңыз,
сол 2%-ын сізге қайтатын бонустар жасап Біз сонда бір қойса, акциялар болды ғой деймін, бітті қай ғой. бір жылдары. сонда кез келген адам, мен ойлаймын, барлық жерден түбіртек сұрап кетеміз ертең, барлық жерден. Маған беріңіз түбіртек, маған түбіртек беріңіз, бітті. Бәрі жаңа көлеңкедегі ақшалардың бәрі қалай шығып кеткенін өзіміз білмей Иә, сосын ол тез түсетін болса, біз саған чекпен немен жердім, түк етіп саған сразу Каспиға Бірден түсетін жаңағы кэшбэк дейміз ғой. Ода бүкіл халықтың ойын болар еді, салық бәрі енгізіп кетеді. Қазір енді үлкен супермаркеттерге үшін барады, кэшбэк үшін барады ғой. Жаңағы желілерге, сол сияқты ынталандыру жолдары ғой. Енді рахмет, бір сауат ашатын, халыққа түсіндіретін, үкіметке де құлақ қағыс болатын сондай бір дүниелер айтылды деп ойлаймын. Келгендеріңізге тағы да рахмет. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Осы сұхбатқа ой білдіріңіз, пікір жазыңыз. Егер де біздің арнаны қолдайтын болсаңыз, мына жерде QR код көрсетілген, біздің реквизиттер көрсетілген. Біз сіздердің көмектеріңіз арқылы шығарылымдарымызды бұдан да үздік етуге тырысамыз. Амандықта, саулықта жүздесейік.